Жалпы сіздер кімсіздер? Оказывается, мен контактқа түсіп кеткем жындармен. Еріккен адамның ермегі. Барлығы бетіме қарайды, сенде аруақ бар ғой деп кететін да. Осы космоэнергетик болсаң, демек саған ешкім еш нәрсе жамандық істей алмайды. Мына медицинада емделінбейтін ауруларды мына саламен емдеу керек қой. Дәрігерлердің нанын тартып алып жүрген жоқсыздар ма? Біз денеге тимейміз, біз энергиясымен жұмыс істейміз. Түсіп кеткен матканы операция жасап көтерсе, мен операция жасамаймын, түртпеймін, шұқымаймын, частоталармен көтеріп беремін. Біз шайнекпен бір нәрсемен күйіп қалдың, космоэнергетиканы жақсы білетін болсаң, скорый келгенше ананы алып тастайсың. Күйікті. Сенімді түрде айтып отырсыз да? 4-ші стадияларының ішінен бір 2 адамды аман алып қалдым. Оқыған сіз сияқты адамдар ғана біледі. Негізі космоэнергетикаға ешқандай қасиеттің тіптен қажет жоқ. Оқу уақыты қанша ол? Дәрігерлер міндетті түрде оқу керек. Парақшаңызды қарадым, нөмір 1 деп тұрсыз. Сізден басқа мықтырақ адам жоқ па сонда? Тәжірибені жинап алып, ана дүниеге өтіп кетуге сенің қақың жоқ. Гипнозға жібермейсіздер ме сіздер? Кешегі таргет жіберетін кісі бүгін әйелдердің психологиясын. Әйел адамның аузынан шыққан сөзі тез орындалады да. Білгіштер өте көп, адамдар әбден жиіркене бастады. Сіз сол коучтардың бірі емессіз бе? Қалай адамның жасын ұзартуға болады, ауырмай өмір сүруге болады. Адамның энергиясы дұрысталған кезде иммунитет қалыптасады. Неге коронавирустың кезінде істемедіңіз? Түркістанды ұстап тұрдым өзімнің учениктермен. Неге Түркістан, неге Қазақстан емес? Анамды көмектесе алмады. Космоэнергетиканы жақсылап игеріп жоғарғы сатысына шығып алған өте қазақ аудиториясында бетке тұтар адамдар бар біздің. Кәсіпкерлер игеретін болса, ана шегірткені автоматын құртады бір күнде-ақ. Помидор, огурцы дейсің ба, тауықты, бөденені бағып, күніңге 2 мәрте туғызатын канал бар. Басқаларды оқытудың қажеті қанша? Сіз керемет болып өзіңіз ғана отырсаңыз болады ғой. Күйеуің нашар адам болса, оны сол гепатоген жапқаннан кейін ақ күйеуіңнің жынданғаны басылып, кәдімгідей дұрысталып қалады. Даже любовницамен үшеуін бірге жөнде деп айтамын. Сол кезде мына любовница түсінеді өзінің любовница екен. Ары қарай кетіп қалады. Неге Нобель сыйлығын алмайсыз деймін да? Осы мен не істеп жүрмін. Космос достарыңыз көбейе берсін. Армысыз көрермен, назарларыңызда кезекті сұхбатым. Бүгін менде қонақта космоэнергет Раушан Аққұлқызы. Раушан ханым, қош келдіңіз. Саламатсыз. Бірінші рет сұхбаттасайын деп тұрмын космоэнергетпен. Жалпы сіздер кімсіздер, мамандықтарыңызды енді жиі ести бермейміз, бірақ кейінгі уақытта парақшаларыңызды көріп, әлеуметтік желіден байқап жүрміз. Космоэнергет деген кім? Космоэнергет дегеніміз бұл өзі ат айтып тұрғандай, космостан түсетін энергия көзін, жаңағы сол энергия көзімен жұмыс жасайтын адамдарды космоэнергет деп аталады. Ал енді космостан қандай энергия түседі деген сұраққа ары қарай айтатын болсам, бұл жерде толқындар. Бізде табиғи толқындар болады. Осы жаңағы мысалы жоғарғы орындар, өкіметтің шығарып атқан, мысалы дамып атқан әртүрлі сотовый связь болсын, телевизормен, радиомен сөйлесіп жататын антеннер арқылы осының барлығы табиғи энергиядан алып ойлап тапқан адамдар. Соның кәдімгі табиғи энергиясы болады, частота деп айтылады. Жоғарыдан космостан частоталар түседі. Сол частоталарды адамдарды сол частотаға сонастройка жасайды космоэнергеттер. Содан кейін сол космоэнергеттің частоталар арқылы адамдарға бір-біріне пайда бере алатын кәдімгі толқын. Ол толқындарды қалай ұстайсыздар? Толқындар олар ұсталынбайды. Ол ешқандай мысалы сотовыймен сөйлесесіз, басқа қыласыз, оның ешқайсысын ұстай алмайсыз ғой. Тек қана жаңа нәтижесін ғана көресіз. Дауыстың естіп звондап атқанда дауыстың естіледі, сізге сұрақ қойып жатады ар жақтағы адам, вот соның барлығын сіз телефонмен естисіз да, содан кейін нәтижесін көріп тұрсыз, қалай беріп жатқан. Тура сол сияқты космостан түсетін частоталармен адамдар демдеген кезде адамдар просто нәтижесін көреді. Болды. А так, оны сонастройка деген дүние болады. Сол частоталар адамдарға құямыз. Құйған кезде адамдар сол частоталардың астына тұрып, өз-өздерін емдеуге тұрған кезде, олар частоталардың түрін, олар әртүрлі болады, қызыл, көк деген сияқты, соны көреді. Одан кейін частоталардың дәмі болады. Аузыңа прям дәм келеді. Содан кейін иісі болады.
Сол емнің кезінде ғана. Емнің кезінде және өз-өзін емге тұрған кезде. Иә. Кей кезде жақсылап оны наработка жасаған космоэнергеттер пациент келген кезде автоматом каналдың қай каналдың түсіп тұрғанын біледі. Ондай да болады. Өйткені мысалы табиғаттан алынғаннан кейін бір ғана, мысалы рессор деген каналды ала салайын, рессор. Ішектерді восстановление жасап қалыпқа келтіретін канал. Ішек құрылысты. Именно ішекті қалыпқа келтіреді. Сол кезде, сол каналды ашқан кезде, мысалы үшін бір шыршаның иісі сияқты иіс келеді. Уже сен білесің, что қазір рессор түсіп атқан. Тата синрах деген гормональный фонды, әйел адамның гормонын жөндейтін канал. Соны жоғарыдан түскен кезде цветі, мысалы үшін қызыл цвет. Прямо тоқ қызыл цветті. Сондай цвет келеді, иісі азоттың иісі сияқты. Жаңбыр жауғанда бір азоттың иісі шығады, сол сияқты. Сонда әр каналдың өзінің иістері болады. Оны оқыған сіз сияқты адамдар ғана біледі. Біз ажыратпаймыз. Оны кез келген адам ажырата алмайды. Бірақ соның өзінде де кейбір адамдар жай ғана мен сеансыма тұрған кезде мен мынандай цвет көрдім, аузыма мынандай дәм келді деп жататындар да болады. Енді бұл жерде адамның сезімталдығына байланысты. Енді космоэнергеттер бәрінде бір қабілет, бір ерекше бір қасиет бар ма? Әлде кез келген адам оны оқып үйреніп ала аламын? Негізі космоэнергетикаға ешқандай қасиеттің тіптен қажет жоқ. Медучилищеге мен барлық уақытта халыққа да айтамын, тікелей эфирде, медучилищеге барасың, оқисың, қалай не істеу керек екенін оқытады, шығасың, медсестра болып шығасың. Уколды қалай саласың, бәрін үйретеді ғой. Тура сол сияқты бұл жерде оқу керек, сонастройка алып оқиды, содан кейін үйретеміз, сол бойынша үйде кез келген жерде, кез келген уақытта жұмыс істеп кете беруге болады. Оның қасиетке ешқандай қатысы жоқ. Оқу уақыты қанша ол? Бір жылдар кете ме, әлде айлар? Енді өзі 21 сатыдан тұрады да, 21 сатыдан тұрады. Бұны енді арғарай ең алғашқы базовыйын алғаннан кейін, хотя бы мен енді халыққа айтам да, базовыйын алыңдар. Арғарай оқын келе ме, келмей ме, оны өздеріңіз білесіздер деп айтам да. Базовыйын алғаннан кейін, соның өзі өмір бақи өлгенше саған өзіңе қызмет жасайтын инструмент, құрал. Былайша. Арғарай енді ұнап атса, арғарай оқып кете беруге болады. Сол базовыйдың өзін 3 күн оқиды, 3 күнде 6 сағаттан оқытылады, 4 сағат теория, 2 сағат практика. Содан кейін арғарай Қазақстан космоэнергеттер деген үлкен чат бар, соған қосып қоямыз. Сол жерден 2 куратор бар жауап беретін, өзім жауап берем. Бүкіл жаңағы кез келген ситуацияда, жағдайда олар жазып отырады, мынандай болып жатыр, не істейміз деп. Былай істе деп сол жерде айтып отырамыз. Ол чат өмір бақи ол жерде отырады. Ондай жоқ. 3 айдан кейін жаңағы болды, бітті, тарқаңдар, или 1 жылдан кейін тарқаңдар деген дүние жоқ. Өйткені арғарай дальше оқысы келетін адамдар бар, дамығысы келетін адамдар бар. Сондықтан ол жерде өмір бақи отырады, өздері бір кетіп қалмаса. Парақшаңызды қарадым, нөмір 1 деп тұрсыз. Сізден басқа, сізден бір білікті, білімі көбірек, мықтырақ адам жоқ па сонда? Енді мен шындығы керек, қазақ аудиториясында қазақша бұны үйреткен адамды көрмедім. Бұны тек қана мен орыс аудиториясында оқыдым. Ол жерде оқып, содан кейін 10 жылдай тәжірибе жасадым. Демек 10 жыл тәжірибем бар. 10 жыл тәжірибем бар космоэнергетикада. Неге біз бұрын естіген жоқпыз? 24 сағаттың 22 сағат мен адамдармен жұмыс істедім. 22 сағат. Үйде қалды, жайда қалды, балада қалды, бүкіл нәрсе жайына қалып, 22 сағат адамдармен алысқам осы неменен. Енді бір шетінен мен ойлаймын, әрбір адам бір тірлікті істеу үшін махаббатпен істеу керек. Психологтар айтады ғой, жаңағы сен оның ісіңді жақсы көру керексің деп. Сондықтан сондай бір махаббатым болды ма, жоқ қызығына түсіп кеттім ба, білмеймін, 22 сағат, бір 2 сағат, 1 сағат демалған шығар, басқа уақытта адамдармен жұмыс жасадым. Сонымен 10 жылдық тәжірибені жинап келіп, сол маған бір ұстазымның бір сөзі әсер етті. Сен бұнша тәжірибені жинап алып, ана дүниеге өтіп кетуге сенің қақың жоқ дегені есіме түсті да. Содан кейін мен магистр алып адамдарды үйретіп бастадым. Адамдарды үйретіп бастағаным өзіне 2018-ден бастап үйреттім да, осы жақында 2024-ден бастап жаңағы
2024 декабрінен бастап ауқымды түрде үйретуге осы интернет желісіне қарай көшкен жайым сосын бар. біз ести бастадық. Содан кейін барып халық ести бастады. Бұл оңай шаруа емес. Бұл саланы мен үйретуге сіздер маған пациент келеді, емдеймін, сосын артынан айтам, қайта келе беру оңай шаруа емес. 1 ай, 2 ай, 3 ай жүру. Сіз давайте мен сізді санастройка істеп үйретіп қояйын. Өзіңіз үйде былай емдейсіз. Дополнительный деймін ғой. Адамдардың көбісі сенбейтін. Сосын кейін барлығы бетіме қарайды, сенде аруақ бар ғой деп кететін да. Мен айтам, бұл аруақ емес, бұл осындай десем, бір адам сенбейді ғой. Бұл интернет желісіне шығару халыққа оңай шаруа болған жоқ. Мен сол кезде түсіндім, бұнда да жақсы мамандар болған екен, Петровтың қасында жүрген. Осы Алматы қаласында бір Раушан деген тоже бір қыз жұмыс істеген, өзі детский ревматолог екен, реанимация жұмыс істейді екен. Ол қыз сосын мықты космоэнергет болған дейді. Бірақ енді халыққа не үшін үйретпеген мен білмеймін. Енді менің түсінгенім халықтың бұны қабылдай қою, түсіне қою өте қиын екен. Былай күліп біртүрлі қабылдайтындар бар ғой енді. Бұл еріккен адамның ермегі. Жоқ, емделеді, сенеді, бірақ бұны частота деп есептемейді. Сенде бір аруақ бар ғой дейді болды. Сізде парақшаңызда целитель деп жазылып тұр ғой. Енді мүмкін басқаларға қарағанда сізде бір қасиет бәрібір бар. Сосын сіздің еміңіз қонып жатқан шығар мүмкін. Енді мен осы қасиет саласында да жүрдім ғой. Сол кезде де жасап тастамадым ба? Былайша. Емшілікпен де айналыстыңыз. Емшілікпен де айналысқанда сол алғашқы негізі басын бастап келетін болсақ, мен өзім титаймнан көп ауырып, айлап больницада жататын тұғым да. Кейін өсе келе өзім енді адам есін жинағасын өзі зерттеп бастайды ғой. Өзім осы медицинаны зерттеп келіп қарасам, медицина маған мен қайта хуже қылып жіберді. Дәрі-дәрмектерден. Содан кейін мен ол тоқтаттым да, ең соңында маған астма деген диагноз қойды, уже гормонға отырасың деп. Содан кейін мен бұл медицинаны қойдым да, целительствоға қарай өттім. Шөптермен, кәдімгі уринотерапиялармен, голодовкамен, сонымен өтіп, денсаулықты дұрыстап алдым да, 10 жылдай сонда жүрдім. Қай шөпті неге ішу керек, не істеу керек, енді әптен жаңағы біліп алдым дейсіз ғой. Шұқып өзі айтады ғой, қазақта мақал бар ғой, емші емес, ауырған адамның өзі емші деп та. Содан келемін да, жақсылап жөндеп алам денсаулықтың бәрін. 3 жылдан кейін менде қайтадан ауру басталады. Былай тексереді, бәрі нормальный, бір определенный ауру жоқ. Одан кейін маған қазақшылыққа барып көрінесіз ба, сізден ешқандай бір нәрсе көріп тұрған жоқпыз деп врачтардың өзі сөйтіп айтады маған. Мен қазақшылыққа қарай өтем. Олар маған жаңа аруақ бар дейді, жаңағы емші болу керексің, палшы болу керексің деген сияқты дүниелер. Сонымен сол жақ қарай өтем, әулие аралаймыз, емшілердің қасында жүресің, солар не істе деген нәрсесін істейсің, оқы деген намазын оқисың, мал сой дейді, әр жерге барып мал соясың, сонымен алып атқан айлығыңның қайда кеткенін білмейсің, бәрібір сол өмір жаңағы продолжается дейді орыстар, сол сияқты. Содан кейін қарайым, мен уже жаңағы палшы болуға айналамыз. Сіз сұрақ қоясыз, мен беті қарайым, ана жерге рисунок түседі, соған қарап, мен сіздің болашағыңызды айтып берем, мен вообще хуже ауырам. Сөйтсем, мен ауырып жатырмын өзім. Енді аруақ жолын ұстау оңай емес деп қояды ол маған ұстаздар да. Бұл не болды? Бұл қандай өмір? Сен бәрібір ауыра бересің. Сөйтсем, оказывается, мен контактқа түсіп кеткем жындармен. Мен оны білмеймін, жынмен контактқа түсу дегенді. Мен аруақпен контактқа түсіп жүрмін деп ойлаймын, мысалы. Содан кейін мысалы емнің бірақ түрін айтайын, ықылас сүресін кез келген ауруға 70 мәрте жасасаң, кез келген ауру сол жерде ауырғанын қойып орнынан тұрады. Например, да? Бірақ ол сүремен емдеп жатырмын деп ойлайсың, фактически негізі жынмен емдеп жатсың да оны нәрсені. Сен сүрені оқып, ананы емдеп жатқан кезде, мына жақтан тылсымның тіршілік иелер саған емдеп береді да, есесіне сенен энергия сорады. Содан кейін қайтадан қатты ауырасың, сосын олар айтады, мал сой дейді, тағы да барып мал соясың, кішкене жеңілдейсің, қайтадан ауыр. Сонда мен түсінгенім, оказывается, мал сойып қан шығарған кезде ана мал өледі ғой. Өлгенде оның энергиясын аналар подпитывать етеді. Тылсымның нелер. Содан кейін саған жеңіл болады.
Вот осымен біздегі қазір тәуіптердің осы әруақ жолында жүргендер осылай өмір сүреді. Ал бұл сен қашанғы тапқаныңды мал соя бересің, қашанғы сен тапқаныңды әулие-әмбиеге мен жүре бересің. Кейінгі кезде әулие-әмбиені қаншақтырсам да жүрсем де көмектеспей қойды. Содан кейін мен ол кісілерді қысқан кезімде олар маған саған дуа істеп жатыр деген әңгімеге келіп тірелдік. Мен енді қысам ғой, мен істе дегенді істеп жатырмын. Неге мен рахаттанып өмір сүрмеймін, мынау не деп. Содан кейін олар маған дуа істеп. Сол дуаны мен жаңағы тазалана беріп жүріп, осы космоэнергетиканы оқуына тап болдым. Бұл жерде жазған, ешқандай мақ сені дуа жасай алмайды, тимейді ешқандай дуа, сосын өзіңе капитальный защита қоя аласың делінген. Осы космоэнергетик болсаң, иә, демек саған ешкім ешнәрсе жамандық істей алмайды. Істей алмайды, бүкіл соның ішінде защита бар делінген. Соған бола мен бардым, жүдә адам емдеймін деген ойымда жоқ. Өзім емдеп алып, анау защитада жүрейші, мынау не өмір болды деп. Онда да бірден барған жоқпын. 3 ай прямо детально тексердім. Частоталармен емделіне деп айтты. Мен өзім физиканы 9-10-да жақсы оқыдым. Маған қатты ұнайтын. Жаңағы бір Сусар деген мұғаліміз болатын. Жердің тартылыс заңы болады. Мына порды тастасаң, жер тартып ал. Тастайсың, жерге түседі. Неге түседі? Өйткені жердің тартылыс заңы бар деп. Солай үйрететін да. Сондықтан маған ол бір шетінен қызық болды. Мен барған кезде сразу түсіндім. Сондықтан бұл космоэнергетиканы физика маманы адамдар сразу түсінеді. Ал физика маман емес адамдар жаңа тіке әруаққа, қасиетке апарып тіреп қояды. Ал енді қасиетім бар деген адамдарға тем более оқу керек. Контактқа түсіп кетпей, осы саламен жұмыс істеңіздер деп айтқым келеді негізінде халыққа. Енді Раушан ханым, қараңызшы, осы уақытқа дейін оқытқан шәкірттердің саны 500-ден асады екен. Енді ол парақшаңызда жазылып тұрғаны. Мүмкін оған дейін де бар шығар қаншамасы, иә? Оған дейін де бір 300-400 адамдай 2018-ден сол парақша ашылғанға дейінгі оқытып тастаған. Демек, 1000-ға жуық адамды оқыттыңыз. Иә. Енді дәрігерлердің нанын тартып алып жүрген жоқсыздар ма? Өйткені сіздердің алдарыңызға әртүрлі науқастар барады екен. Мен былай айтайыншы, мен ең алғаш осыны емдеп результат көрген кезімде бүйтіп ойладым да, мынандай негіз өзіме программа қойып аппын. Мынау жеңіл желпі ауыратындар, әйтеуір дәрігермен емделсе емделеді. Мына медицинада емделінбейтін ауруларды мына саламен емдеу керек қойды. Емдеймін деп мен программа қойып аппын өзім. Сөйтіп өңкей тяжелый адамдарды емдедім мен. Қандай? Жаңағы онкологиясы бар, аутоиммунный заболевание, гормонға отыратындар, астма, сахар деген сияқты. Мен сол кезде менің алдыма пациенттер келгенде мен бүйтіп айтатын едім. Барыңыз, дәрігерге барыңыз, профессорге барыңыз, Израильға барыңыз, Самарқанға барыңыз, бәріне барып болыңыз, еш қайсынан результат шықпаса келесіз деп айтатын том. Маған өзіме солай емдеген ұнайтын. Көргім келетін да. Емесе адамдар сенбейді. Мен саған барғанмен ана дәріге барып ем, ананың жаңағы ішке берген дәрісінен жазылып кеттім. Емесе ана тәуіпке барып дем салдырдым, содан кейін жазылып кеттім деп айтады да. Сол үшін мен айтам, бүкіл нәрсеге барып болыңыздар, содан кейін барып жаңа келесіздер деп айтам. Нәтиже көрмесеңіз келесіз. Иә, сондай нәтиже көрмеген адамдарды алатын тоғым. Негізгі. Менің өзімнің жаңағы жұмыс істеу принципім солай болды. Ал енді қазіргі таңда өзім шәкірттерімді оқытып жатырмын, қанша адам оқытып жатырмын. Оларға айтам, медицина атмен жасалынбайды. Біріншіден. Космоэнергетикада медицина атмен жасалынбайды. Петров солай оқытқан бір. Екіншіден, еш уақытта ешқашан медицинаның диагнозын кері шығарып, медицинаның берген дәрісін ішпейсін деген сөз мен айтпаймын. Айтуға категорически запрещается. Бұл бір. Екіншіден, дәрігерлердің жұмысын жоққа шығармайсыз. Шығармаймын. Ешқандай. Ол дұрыс дүние емес. Екіншіден, өзімнің мықты қазір шәкірттерім шығып жатыр. Мықты целительдер шығып жатыр, ішінен емшілер. Мен айтам, алдарыңа врач келгенде бір саты болса да төмен тұрасыңдар деп айтам. Қанша мың халыққа сабақ беріп жүріп, алдыма жай әшейін терапевт, детский врач келген кезде мен өзім оның алдында басымды иіп төмен тұрам. Неге? Неге десеңіз, біріншіден ол адамның ағзасын пәленбай жыл оқып зерттеген маман. Оның ол жерде 10 жылдық, 15 жылдық, 30 жылдық тәжірибесі бар адам. Сондықтан одан бір саты всегда космоэнергет төмен тұрады. Бірақ жұмыс деген кезде медицинамен бірде-бір жұмыс істейміз. Бірде. Бірақ олар физикалық денемен жұмыс істесе,
біз денеге тимейміз, біз энергиясымен жұмыс істейміз. Мысалы, адамның энергиясын дұрыстасаңыз, ол жазылып кете ме? Иә. Врач түсіп кеткен матканы операция жасап көтерсе, мен операция жасамаймын, түртпеймін, шұқымаймын, частоталармен көтеріп беремін. Ал оның көтерілген, жазылғанын қалай білесіз? Пожалуйста, УЗИге барып тексерілсін, врачқа барып тексерілсін, аузына бетіп, астынан шығып кетейін деп тұрған матка автоматын көтеріледі ғой, ол и так өзі де сезеді ғой. Мысалы, грыжа, пупочный грыжа, врачтар оны сеткіге салып, ішке операция жасап тартып тастайды. Сосын айтады, 2 килодан артық көтеруге болмайды деп айтады. Врачтар, тура сол сияқты, мен операция жасамаймын, біз частоталармен жаңағы байлап тастаймыз, ішке кіргізіп, сосын біз айтамыз, 2 килодан артық көтермейсің, көтерсең анау шығып кетеді. Адамдар ауыртып операция жасаған кезде олар көтермейді, ауыр нәрсені жүреді. Біз ауыртпай жасаған кезде Құдай сақтасын дейді, көтеріп жібереді, анау тарс етіп қайтадан шығып кетеді. Медицинамен бірдей жүреді. Бірақ олар физикалық тұрғыда физически денемен жұмыс істейді, біз энергиямен жұмыс істейміз. Мысалы, қол сынды, аяқ сынды бір нәрсе шығып кетті. Мысалы, қол аяқ бір жер сынсын, анау сүйектері бүйтіп бір-біріне түспей тұрып қалады ғой. Сол кезде гирге салады, ананы тартады, емесе болмай баратса операция жасап, ананы орын-орнына сүйектерді салып жатады. Түрлі аппараттар кигізіп қояды. Аппарат. Бізде ондай істемейміз. Бізде дәл сол жерге сүйектің өзінің каналы бар. Сол каналды берген кезде біздің вообще мына дене ағзамыз өте ақылды. Сол частотаны берген кезде мына сүйек айналып өзінің орнын, формасын табады, тарс етіп орнына түседі. Түскен кезде оңай болмайды, өзінен өзі аяғың ұшады. Бір болушы еді ғой, осы бір нелер болатын, бір мумия бір нәрсені шесін, пәлен күннен кейін өзі сүйек бір-біріне түсіп, түнде ұйықтап атқанда айқайлап орнына түседі деп баяғыда бір әжемдер айтып жататын. Бір мумия сияқты бір шөптің бір нәрсені айтып жүретін да. Сол кезде қазір енді қарасам, тура сонда мен өзім бір аяғым сынып, шыбыға сынып кетеді. И содан кейін мына басқан кезде жаңағы саусақтар бар, аяқтың саусақтарының шыбықтары да бүйтіп анандай сынып кеткен. Оны негізі рентген медицинада көре бермейді. Сонымен жаңағы аяғымды өзім частоталармен емдеген кезімде 2-3 күннен кейін түннің ортасында ұйықтап атқанда айқайлап кеп бергенде аяғым аспанға бір көтеріліп барып түсті. Сонда тарс етіп ана орнына түскен да. И содан кейін аяғым бетсем уже қозғалып нормальный болып тұр. Біз мысалы оны өзіміз істемегеннен кейін, көрмегеннен кейін, көзбен көрмегеннен кейін сене алмайсың да? Мысалы менде Ақтауда Разия деген тоже бір врач кісі келіп оқыды. Оқып, демек дәрігерлер де оқып жатыр ма? Дәрігерлер де оқиды келіп. Қазіргі таңда дәрігерлер міндетті түрде оқу керек. Бұл өздеріне өте керемет дүние. Келген пациентке ашып отырады сол частоталарды. Арасында өздері қолданып отырады, өздері де защитаға мысалы ұстап отырады. Небір тяжелый адамдар келеді. Сол кезде дәрігерлер өздерін тазалауына, өздеріне как защитаға міндетті түрде білу керек. Орыс аудиториясында дәрігерлердің көбісі мен деген мықты профессорлердің өздеріне дейін мықты космоэнергеттер. Бізде енді қазақ аудиториясы енді түсініп келетқан шығар. Өзімнің құрбым тоже врач, баласы эпилепсия болып құлап, ауырып 1,5 жыл ем таппағаннан кейін аяғында маған не істеймін деді. Бірінші жүрер еді, маған бетіп қарап, иә дейтін да қоятын. Кейін келді, сосын кейін мен айттым, оқы, істе өзің баланы, істей алам ба, істей аласың. Сосын жарайды көрейін деп оқып, баласын жазып алды қазіргі таңда. Эпилепсияны. Ну как эпилепсия сияқты. Шли эпилепсия деп эпилепсия емес, андай не болады екен, ес-түссіз құлайды. Но эпилепсия деп қай уақытта қояды? Бастарында неврологический очагтар болған кезде қояды ғой. Бұның басына неврологический очаг жоқ дейді. Но ол құлай береді, кейін неврологический очаг бол пайда болады да, кәдімгі созылмалы эпилепсияға айналады оның аяқ жағы. Мысалы үшін да. Сондықтан сол келіп оқып өзін емдеп алды. Вот Атыраудан тоже Разия деген ертең хутты алуға келе жатыр ол кісі тоже жаңағы врач, сол айтады ғой жаңа сынғанды істеуге болады деп. Мама, осындай дүние бар ма? Мен вообще таң қалдым. Психологияны, талай дүниені Москваға барып Россияда оқып жүрмін. Мен бірақ мынандай нәрсені оқымаппын, білмеп бірінші рет естуім.
тем более қазақ аудиториясында дейді осы. Соны жаңағы сүйектерді мына лопатка авариядан күйеу баласы шығып кеткен қолдар, соны қолмен частотаны беріп отырып, прям ананың жылжып сүйектің тарс етіп түскенін прям мен сездім дейді, өзім дейді. Ана частотаны оказывается сезуге де болады екен ғой дейді. Бір адамдар чувствительный болады, олар сезеді. Чувствительный болмаған күннің өзінде де адамдармен жұмыс істесең, уже адамның ағзасын түсініп бастайсың. Ол не обязательно қасиет болу. Дәрігер болмасын да. Дәрігер болмасаң да. Ал енді дәрігерге, ол дәрігердің нанын тартып алу деген ондай тема жоқ. Шәкірттеріме айтамыз, диагноз дәрігердің. Енді адамдар мысалы қазір естиді, ақпарат жетеді, мысалы сырқаттанып отырған, қанша жылдан бері жаңағы еміне шипа таппай отырған адамдар бар ғой, жандары қысылып, қиналып, дәрігердің алдына барады, жаңағы қаншама химиотерапиядан өтеді деген сияқты, қаншама дәрілерді уыстап ішу керек. Оның барлығы адамдарды қажытады, Сол адамдар қазір естиді, мысалы, космоэнергетиктерге бара бастайды. Сосын дәрігерлерге бармайды ғой. Жоқ, дәрігерлерге бармайды емес, без фанатизма деп айтамын мен, кез келген саланында. Ауырып, мысалы үшін күйіп қалып атсында, дәрігердің де кейде көмек бере алмайтын нәрселер болады. Дұрыс па? Күйікке, мысалы, дәрігер моментальный көмек бере алмайды. Свежий күйікпен, бір шайнекпен, бір нәрсемен күйіп қалдың, егер космоэнергетиканы жақсы білетін болсаң, скорый келгенше ананы алып тастайсың. Күйген жерді. Күйікті. Күйіп қалған жерді 10-15 минутта алып тастайсың. Болды. Ал есе сен ол дәрігерге барасың, ол валдыры болады, оны кеседі, ол суағады, ананы жағады, мынаны жағады. Сонымен ол ашиды, түнімен ұйықтай алмайсың, жаның қандай қиналады. Басқа жерден терін алып оған операция жасайды. Сол үшін космоэнергетиканы білетін адам болатын болса, сразу сол жерде 10-15 минут тартып алып тастайсың. Свежий күйік тез кетеді. Сразу алып тастайсың. Сосын дым болмағандай тері тап-таза болып шыға қояды. Бұл жерде мысалы дәрігердің ісі қажет жоқ. Ал енді глобальный үлкен бір күйікпенен бүкіл денесі бір нәрсе болып ататын болса, міндетті түрде дәрігерді шақырасың. Мен даже кішкентай күйік болса да шақыра бер деп айтамын. Бірақ істе өзің. Ананы жаңағы істе, сосын келіп дәрігер көреді, заключениесін дәрігер береді. Космоэнергетикамен емделінесің, бірақ дәрігер заключениесін береді. Анализ болсын, басқа болсын, бүкіл нәрсені жаңағы дәрігердің диагнозымен бірге жұмыс жасайсыңдар деп айтам. Жаңа өзім шәкірттеріме оқытқан кезде міндетті түрде. Сондықтан жаңағы мен медицинаның нанын тартып алдым деп ойламаймын, біріншіден. Екіншіден, операцияға баратын кезде космоэнергетиканың жақсылап сеансын, бір 10 сеансын алып операцияға баратын болса, врач та шаршамайды. Ана алатын жерлерін, жаңа шіріп тұрған жерін, дұрыс емес жерлерін, прям врачтар да әдемілеп операциясын бір ары кетсе 20 минут, жарты сағатта операциясын істейді да, жабады да жібереді. Мысалы, қауіпті, қатерлі қауіпті опухоль. Баста делік. Баста, мақұл, баста опухоль бола қойсын. Егер де ол пациент жаңағы космоэнергетиканың жақсылап сеансын алып, бастағы сосудтардың ісіктерін бәрін снимать етіп, тап-таза қылып, әдемілеп тұрып баратын болса, ана басты ашады да опухоль прям бетінде тұрады. Соны алып тастайды да жабады да қояды, болды. 2 сағат, 4 сағат операция мысалы үшін болмайды. Ондай болды ма практикада? Ондай менде сенімді түрде айтып отырсыз да? Сенімді түрде айтам, потому что 2000, қазір мен айтайын ба, 2018 емес 17 жылы, ол кезде мен әлі магистр алмағанмын. Сонда Түркістанда Балжан деген бір келіншек баласының бүйрегінде не бар екен, су бар екен, гидронефроз деп айтылама, почкаде. Соны операция Астанаға деген, соны маған алып келіп, соны 14 күн сеанс жасап, несін кетіріп бердім, гидронефрозын. Сонымен Астанаға алып барады, ешнәрсе жоқ деп атмен жасап жібереді. Сөйтеді да, көп ұзамайды, бір 5-6 айдан кейін бе, или 2-3 айдан кейін бе, есімде жоқ, ана құлайды, без сознания, не қылып құлап қала береді. Бала ма? Мамасы. Содан бар тексерсе, басында опухоль. Кәдімгі злокачественный опухоль деп берген. И содан кейін жаңағы маған операция деп айтты, тоже Астанада деді. Сосын кейін 1,5 ай уақыт бар деді. Мен квота дайындайды түсіп жүреді ғой. Сосын кейін мен айттым, давай, мен жұмыс істейін, сен операцияға дейін уақыт бар екен ғой дедім, жарайды деді. Сонымен ол маған келіп жүрді, мен оны емдеймін, күнде емдеп, дайындап, ана басындағы прям 50 теңгелік опухольді кәдімгі күріштей
кішкентай күріштей қылып бердім. 1,5 ай емдеп. Содан кейін ол барып ана басын ашып, аналар ашады, ашқан кезде кішкентай күріштей ғана соны жаңа пинцетпен алады да басын жабады. Бір көп болса 20 минут па сондай ақ болған операция. Содан операция наркоздан тұрғаннан кейін орнынан тұрып жаңа туалетке барып шайын қойып жүрген аналар шок болған. Басты операция жасаған кезде бұндай адам жүрмейді, жату керек, сен неге тұрасың, жат деп бәрі жабысады дейді. Неғып жатам, мен нормальныймын. Қалай сен нормальныйсың деп. Содан кейін врач шақырып апты, сенің жаңағы басында опықыл 50 теңгелік, біз алатын кезде кішкентай болып тұр. Қалай бұлай мынаны кім кішірейтті, не істедің деген кезде мен айттым дейді. Осындай космоэнергетикамен заниматься ететін бір адаммен 1,5 айдай ем алдым. Содан сол енді алған емім басқа ешне істеген жоқпын деп. Содан кейін телефонды маған алып бер деп айтты дейді. Соң маған звондады. Мен жаңағы Балжан звондайды, әпше мен ғой Балжан. Мен операциядан шықтым, бәрі жақсы, врач сөйлесем деп жатыр деді. Зәрем қылмады. Бір бәле дұрыс емес па деп ойлап қалдым енді. Вроде енді қорыққанмен менен оны түрткен жоқпын, шұқыған жоқпын, дұрыс па? Бір дәрі берген жоқпын, емесі басына бір ыстық жаққан жоқпын, бір бәле болып кететін да. Безопасный да негізі космоэнергетика. Тек оқисың ба сонда? Тек қана частота бересің болды. Частота өз жұмыс жасайды болды. Даже оқымайсың да ол жерде. Содан кейін телефонды алып, тыңдап тұрмын дедім. Содан кейін маған айтады, сіз Отарбаева Раушансыз ба дейді. Раушанмын. Сіз емшісіз ба дейді. Мен айттым, негізі емші емеспін. Емші деген сөздің өзін негізі ұнатпаймын. Мен просто космоэнергетпін дедім. Мына пациент келді, сіз не істедіңіз, басын қалай мынаны кішкентай қылып жаңағы бір күріштей ақ болып та біз алған кезде деді. Сосын мен айттым, осындай школа Петрова дегенді оқыдым, космоэнергетика, орыс аудиториясы жақсы біледі врачтар, өйткені мен өзім солармен оқыған кезде көбінесе врачтармен оқимын. Мысалы мен Москваға барып жүрмін ғой, ол жерде де основной врачтар отырады, эндокринологы бар, жаңағы глазное бар, жаңағы лоры бар, сондайлар отырады да. Сөйтіп ол айтты, сіз білесіз ба деді, такой уникальный сіздің мына істегеніңіз деді. Обычно сол кісіден түсіндім да, бас ауырған кезде дейді, мына ми бәрі ісінеді дейді да, тамырлар. Сөйтіп көтеріледі да, мына бастың сүйегі бар ғой, соны итереді дейді. Сол кезде адамның басы ауырады дейді. Сіз түсінесіз ба дейді. Мына қыздың басын бұндай аурумен келген кезде біз басты ашқанда дейді, мына ми басындағы миы бар тамыр көтеріліп 2 сағатта көтеріліп тұрады дейді. Ана суиды дейді. Суығаннан кейін барып ішке түседі, содан кейін барып біз операция жасаймыз дейді. Ана кісі айтады да. Мына қыздың басын ашамыз дейді, еш нәрсе көтерілмейді, бәрі орнында тұр дейді, бас дейді. Содан кейін қызық екен деп қарадық та, ананың басындағысын алып тастадық дейді, жаңағын алып жаптық дейді. Бір көп болса 20 минуттай ма, жарты сағаттай ма уақыт кетті дейді. Содан кейін операциядан кейін пациент өз-өзіне келе алмай, басын көтере алмай 10-15 күн жатады дейді. Без конца обезболивающий береміз дейді да. Солай жатады дейді. Бұл шай қойып шай ішіп орнынан тұрып, туалетке барып, шайын ішіп, басы да айналмайды, басы да ауырмайды. Ана больдің бәрін симат етіп алып тастаймыз ғой біз, космоэнергеттер. И содан кейін тамағын ішіп, шайын ішіп, спокойно жүр дейді. Таң қалдық былайша айтқанда дейді. Сосын сізге звондап жатыр едім деп. Ол кісі сол жерде рахмет, сол кісі маған біраз осы бастың операциясы туралы біраз дүниені айтты. Үйреніп алайын деген жоқ па? Бірақ айттым, оқып, ол кезде мен адам оқытпаймын, негізі соны зерттесеңіз болады дедім. Россияда оқытады, мен осындай неде Қарағандыда осындай Долгополовадан оқыдым деп сөйтіп айттым. Сонымен жарайды, рахмет, мен осын білейін деген едім. Естуім бар деді, ол кісі айтты. Бір осындай метод бар деп, бір естуім бар негізінде. Мен оны ақтарып көрем деді. Көріңіз тексеріп деп сөйтіп айттым. Болады, иногда врачтар да келіп жатады. Қойған диагнозыңыз дұрыс, берген назначениеңіз дұрыс, жаңағы МРТ-ны даже оқығаныңыз да дұрыс. Бірақ маған сізді тәуіп деп айтты. Көріп кел тәуіп деп айтты. Көріп кел тәуіп, бұндай МРТ оқып, диагноз қойып, мынандай назначение бермейді. Мен өзім барайын деп келдім. Деп келгенде врачтар болды. Мен Түркістанда жаңа жұмыс істеп, адамдарды емдеп жүрген кезімде. Енді ол жерде мен кейде баттарды беріп жатам, назначение шөптерді. Ол жерде ол медицинаға
жаңағы қарсы келетін дүниелер емес, шөптер, бір жаңағы аптекадағы безвредный баттар деген сияқты бір простой дүниелер болады, адамдар біле бермейтін. Сондай нәрселерді өзім зерттеп жүремін да, соларды бүйтіп мынаны былай ішіңіз деп арасында емдеген кезінде қосып беріп отыратын тұғым. Қатерлі дерттер бар ғой, қазір өте көп аурулар жасарып кетті, бар ма сізге бірінші, екінші, үшінші, төртінші стадиясында? Бірінші, екінші, үшінші, мен жаңағы ауыр науқастарды алам дегенде мен өңге онкологияларды алып алғам ғой. Төртінші стадиялар деген үйіп келген, 1-2-3 күн істеймін, 10 күн істеймін, қайтыс болып кете береді алалардың барлығы да. Бұның ішінде төртінші стадия мынандай дүние бар да. Мен всегда айтам, 4-ші стадияны алмай қойыңдар деймін шәкірттеріме. Емдеуге де, оқытуға да деймін. Өзім де онша алмаймын. Өйткені 4-ші стадия 2 түрлі вариант береді. Или ары болады, или бері болады. Вот қаласа да, қаламаса да. Врачтар шығарып тастаған 4-ші стадияларының ішінен бір 2 адамды аман алып қалдым. Қалған бәрі өліп кетті. 3 күннен кейін кетіп қалады, или 5 күннен кейін, или 10 күннен кейін кетіп қалады. Неге көмектесе алмайсыз? Өйткені ол жерде түсінікке байланысты. Өзінің не себепті онкология болып тұрғанын, қай жерден өзінің қате кетіп тұрғанын, егер миға түсінік келетін болса, моментально сол жерде аланың шеберлігі соншақты, прямо 3 күнде метастазаны тоқтатады да, тарсылдатып организм орнына қойып береді. 3 күнде. Сонда менің түсінгенім, ауруда, проблемада адамның бір ғана түсінігіне келіп тіреледі екен, болды екен. Түсінік мен таң қалдым. Ниет пе? Түсінікке келіп тіреледі. Неден кеткеніңді. Мысалы, менде Гүлмира дейтін бір қыз болды. Сол қыз онкология 4-ші стадия, уже химия бәрін алып біткен, прямо анау лучевой не берген, шектерге дейін күйдіріп жіберген ғой. Жаңа лучпенен да. Сөйткенде уже жарамайды химияға басқаға деп жіберді. Адамдар бүкіл жерді ақтарып келеді, ең соңында ем таппаған кезде келеді ғой, космоэнергетикаға адамдар. Сөйтіп барып маған ол келді, менен басқа баратын жер жоқ, амал жоқ енді. Содан кейін біз онымен жұмыс жасадық. Прямо күндіз түні жүрді. Содан кейін мен бір айдан кейін ба, есімнен кетпейді, 10 апрель күні біз бастадық. Содан апрельдің аяқ жағында мен Алматыға бір жұмыспен кететін болдым. Менімен бірге барасың дедім. Женскийден тонукысы. Сосын жарайды деп менімен бірге келді Алматыға. Сөйтіп менің үйімде жатып тұрып, прям мен соны емдедім. И соның арасында уже потихоньку психологияны тығып бастадым. Жайлап психологияны беріп бастадым. Мынандай болады деп, секрет фильмі бар ғой, жаңағы. Орысшасын жаңа беріп, соны тыңдатқыздырып арасында, и өзім емдеп жайлап психологияны жайлап бересің. Бірден берсең адамдар қақпайды психологияны. Баш миымды ашытпайды. Өзі ауырып тұрған адамда. Содан кейін соны яғып жүреді, и бір күн үшеу өзі наработкаға тұрады. 24 май күні 2018-де мен магистр алып келген кезімде, есімнен кетпейді. Мен кухняда тамақ істеп жатырмын. Ол залдан жүгіріп шықты да. Раушан әпке, бір нәрсе айтайын ба деді. Прям түрі бітіп не болды деп. Мен түсіндім не үшін онкология болғанымды. Білесіз бе, мен түсіндім деп ана жерде еңіреп тұрып жылап қоя берді ана жерде. Да, түсіндің ба? Иә, не бопты? Мен оказывается күйеуін сол кезде пышақтап кеткен, содан кейін онкология болған ғой. Іште бала болған, сол күйеуі пышақтап қайтыс болады да, и соған стресс болады. И ана баланы молдалар өлмеген жоқ, айта береді врачтар деп жүре берген. Ана іштегі баланы сөйтіп ол шіреген, сөйтіп ана матка онкологияға айналған ғой. Сонда ол айтады, не дейді? Мен күйеуімді дейді. Сен біреулер төбелесіп атса көшеде, жақындама, біреу болмаса біреу пышақты қылса өліп қаласың, сорлау, жақындама деп айта беретін тұғымды. Тура сөйтіп қайтыс болған ғана күйеуі. Айта берген, айтқан сөзі точно солай болған. Вообще мен айтам, әйел адамның аузынан шыққан сөзі тез орындалады да. Сондықтан қазақ көп дүниені әйелге жабатын да, оған әйел адамдар өкпелейді отырып та. Негізі солай жұмыс жасайды. Алла бірінші әйелдің айтқанын береді да, өйткені онда материнский инстинкт бар да, әйелдің жүрегінде махаббат
бар да, ол ана бола алатын. Ана болған адам әлемді тербете алады да. Ол сондай да, табиғимыз, біздің табиғи энергиямыз солай жұмыс жасайды. Енді сөйтеді да, көп аналардың айтқаны қабыл болып кетіп жатады расында да, иә, негізі. Алып қаласың, газ құлайсың, бір жерін Құлайсың, сындырасың, құлап тындыра. бүйтесің, сөйтесің. Вот соны мен өзімнің анамның өзі айтатын, басқа туса да сен тумай-ақ қойшы, бір бала туғаннан кейін кім туса да сен тумай-ақ қойшы деді. Мен действительно ары қарай тумай қалдым да, қанша жүгірсем де да. Сосын мен айтамын ғой, маманың сөзі қабыл деген бар десем, қойшы басын қатырма, Құдайдан көр деп ұрсып беретін да. Негізі бірақ ананың сөзі бірінші орындалады да. Сіздің денсаулығыңыз болмағасын енді анаңыз уайымдаған ғой. Енді иә, ол да бар ғой, әрине. Содан кейін сол жерде соны түсінді ол, 3 күннен кейін ана ағып атқан гной тоқтайды анадан. Автоматом восстановление матка болады ғой. Вот таң қаласын. Содан кейін уже больницаға барады. Больница нормальный деп жібереді. 3 айдан кейін кел дейді. 3 айдан кейін тексереді, тағы нормальный. 6 айдан кейін кел дейді. Ничего, қазір магистратураны бітіріп, Алматыда жұмыс істеп жатыр ол қызым. Маған жақсылап 30 бер десем, қош дейді, көз тиіп кетеді деп. Негізі онкологиямен жазылған көбісі ана бергісі келмей тұрады, көз тиіп кетеді деп. Айта қоймайды, иә. Қашады. Раушан ханым, қазір аутизм көп, иә. ДЦП көп, дауна, неше түрлі осындай ауыр диагноздармен балалар өмірге келіп жатыр. Сіздің алдыңызға бара ма? Жаңағы, өйткені бұл жерде емі жоқ қой. Жаңағы, мысалы, аутизмнің емі жоқ. Бұл ауру емес, бұл адамның миының бір басқаша бір ерекшелігі деп айтып жатыр. Сіздің алдыңызға барғандар бар ма, және оларда қандай нәтиже бар? Менде аутизммен бір кішкентай, қанша жасар деп айтайын, бір 3-4 жасар ма қызды алып келген бар. Ол қыз есімнен шығып кетпесе, Шымкенттің аржан Келінтөбе деген жердің бір келіншек алып келді. Ана қыз бір орында тұрмайды, жүре берді. Сосын ана миығымен бүйтеді, әртүрлі движениялар істейді да. Түсінігі бар ма? Түсінігі жоқ, қой дегенді, не деген тыңдамайды. Сол қызды алып келген кезде ол тұрмайды ғой жаңағы неге. Ойбайлап аяқ қолын басып қойып не алады. Сначала жаңағы сеанс нелерді бергеннен кейін кішкене успокоить етіп бастайды бала. Сол қызды емдеген кезімде менің түсінгенім, иә, мына басынан бастаймыз ғой. Мына басынан бастап полностью сосудтарын бәрін қалыпқа келтіреміз. Мына энергия центрді жүргізіп бәрін тазалап боламыз да, мына бастан бастап біз ісініп тұрған тамырларды, тартылып тұрған тамырлардың бәрін босатамыз. Босатқан кезде бір 10 күнде, мысалы, мен просто детально айтып берейін, 10 күнде мына баспен жұмыс істейміз. Сол кезде мына бала уже тоқтап бастайды. Сөйлесең тоқтайды, мультфильм болса отырып, не болып жатыр, уже ориентация алып бастайды, ана мультфильмге, телевизорге қарап та. Содан кейін бірақ мына иықпен бите береді, уже мына төмен қарай түседі. Сосын кейін иықтан белге дейін тағы да жұмыс жасаймыз. Мысалы, арқаның өзін 10 күн жасаймыз. Алдын өзін 10 күн тағы жасаймыз. Содан кейін белі керелеңдеп бастайды. Уже бұрынғыда емес, бел керелеңдеп жүрісі бір түрлі болады. Содан кейін белден жамбасқа дейін жақсылап, тағы да тазалап жұмыс жасаймыз. Содан кейін аяқтары жаңағы тізесі керелеңдеп бастайды, бір түрлі басып. Это нормально. Сосын кейін тізеден тобыққа дейін аламыз. Тобыққа дейін аламыз, содан кейін сол кезде уже ана басқан кезде аяқ тобықтан төмен қарай сылтып басып бір түрлі жүріс болады. Содан кейін табаннан алып шығарып тастаймыз. Полностью бір жол істеуге болмайды? Бір жол істеуге болмайды. Бұл кәдімгі детальный жұмыс. Ондай дүние жоқ. Алтын таблетканы ішіп жіберіп, таяқшаны бит жібересің де сеанстан аутизм жазылып кетсе қақиып, ондай өтірік ол. Ондай дүние жоқ. Мен қазір қаншама оқуларды оқып, қазір шетелді жақты ақтарып жатырмын, Москваның қанша нәрселерді шұқылап жатырмын да. Бұдан да керемет дүние бар ма деп мен әлі тапқан жоқпын. Кез келген дүние еңбекпен келеді екен, соны түсіндім. Мысалы, Шаолин деген жер бар, сол жерде Қытайда, иә, гимнастикамен адамдарды емдейтін жер бар. Медицинада емделінбейтін ауруларды гимнастиканың түрлерімен, әр түрлі, жаңағы аю боласын, маймыл боласын, сөйтіп 5 минут тұрасын, сондай не бар. 2 жылда шығасың сен.
ол нәрседен да, мысалы и то ол жерде үлкен адамдар, ал кішкентай баланы ондай нәрсені істете алмайсың кішкентай балаға. А бұл космоэнергетика уникальный. Алып соны детально емдеп торлаған кезімде қыз ручкасын ұстап, кәдімгі әңгімесін айтып дұрысталды. Былай қарасаңыз, жаңағы сіздің біліміңізбен көп адамдардың беті бері қарап жатыр, Неге Нобель сыйлығын алмайсыз деймін да? Бізде мысалы айтады, аутизм не лечится. Егер сіздер жаңағыдай емдеп тастап жатсаңыздар, неге Нобель сыйлығына өздеріңіз ұсынбайсыздар? Енді ол жағын мен өзім ойлаймын. Бұның мысалы осыны космоэнергетиканы құрған, тапқан, мысалы Петровтың өзі Нобель сыйлығына өз-өзін ұсынбады ма екен, жоқ, жаңағы жоғарғы орындар рұқсат бермеді ме екен енді деп өзім ойлаймын. Енді ол адам алмағанда ондай ой негізінде маған келмепті, біріншіден. Екіншіден, бұл жерде енді мен медицинаны атмен жасамаймын ба? Ол үшін бір адамды алып медицинаны атмен жасап отырып, детально емдеп сөйтіп барып беру керек шығар Нобель сыйлығына. Негізі жоспарда бар ма? Жоспарда бар негізі. Бірақ көбісі жасақысы келмейді ғой медицинаны. Медицинаны жасақысы келмейді көп адам. Бірақ та, мысалы, мынандай дүние бар. Қазір жаңа баланың мәселесіне өтіп кетейікші, мен 1,5 жылда жаңағыны жазып шықтым. Жаңағы қыз жазылды ма? Жазылды, 1,5 жыл дегенде жазылды. Қазір ол қыз сабаққа бара ма? Қазір сабақ оқып, уже үлкейіп әжептәуір болып кетті ол қыз. Одан кейін мысалы гидроцефалия, бастары дәу құлап қалатын. Осындай негізі бұның ішінде жалғыз бала, жалғыз қыз деген мамашалар, сондайлар балдарын әйтеуір алып келеді екен. Көбісі мына 3-4 бала, 4-5 бала, 2 бала, 3 балалардың көбісі ұзақ емделуге, әкелуге қалталары көтермейді біріншіден. Кейде мен айтамын, өзінің ақшасы ғой, өзінің ақшасын өзіне жаратсаңыз десең, біз осымен күн көріп отырмыз дегенде мамашалар бар. Осыны мен өткенде Айнұр Асанбердінің подкастында айтқан кезімде, не бір оңбаған, қай ана баласының жазылғанын қаламайды деп адамдар жазып жатыр. Мен именно пәлен түген деп айтпаймын да, емдететіні де бар, емдетпейтіні де бар. Мен лично өзімнің практикамнан 2-3 маманың бұдан біз осы ақшамен нан жеп отырмыз деген адамдар болды. Не істейсің? Адамдар әртүрлі. Бір нәрсесі болар, Құдай сақтасын, кішкене епке келіп дұрыс болып қалды, осының өзіне рахмет деп. Тұрмайтын, жататын бала өзі жүгіріп, ары-бері жүгіріп жүр. Кішкене басында бар еді. Дакан сайып аптастаяқ та дебем. Біріншісі айтқаны, инвалидностьтен өтіп алсын деді. Екіншінде, ертең алып тастайды, біз күн көре алмай қаламыз, өзіміз квартирада жүрміз деді. Сондай да аналар бар да, мен жалпы адамдарды айтып атқан жоқ. Мен вообще жекелеген адамдар. Қазақ аудиториясына қараймын, ондай комментарияны жазған кезде, біздің қазақ аудиториясы, мен бір нәрсені айтам, олар вообще басқаша түсінеді екен. Бір кішкене бір сананы ашып, сознанияны бір басқа тұрғыдан қарап ойлану дегенді білмейді екен біздің. Неге көп қараймын да? Бәрі өзіне қабылдай ма? Барлығы мынандай, тек қана өзіне қабылдап алады біріншіден. Екіншіден, менің түсінгенім, біздің қазақ аудиторияда физика деген пәнді өте төмен екен деңгейде. Адамдар. Қазір физик, химик, математик, ол қыздарымыз өте көп. Қазір енді өсіп атқан шығар да, но мен білмеймін, физика толқын деп айтсам түсінбейтін адамдар да, толқын, радио толқын, әшейін жай ғана физикадан өттік қой деп айтам ғой, соның өзін қақпайды біріншіден. Сосын логика бізде өте төмен екен, және физикадан төмен екен біздің адамдар. И математика, мысалы үшін, математика, логика, әсіресе логика. Кішкене мен даже шәкірттеріме айтам, сен мына жерге қойдың, енді оны мына жағына қойып көрсей, енді соған да мен саған бүйтіп детально отыру керек ме, кішкене логиканы қоссай деймін да. Сөйтсең, соның өзінде де андай не қылып тұрады. Сосын кейін қорқақ халық. Білмеймін, совет өкіметінің кезінде барлық нәрсені дұрыс емес сотталасын деп қорқытып тастаған ба, бір элементарный бір нәрсені істетсең қорқып саған қарап отырады да. Мен айтам, сен шұқып атқан жоқсың, түртіп атқан жоқсың, сүлік салып қанын алып атқан жоқсың. Мына нені, частоталарды, каналдарды қандай ниетпен жұмсайсың, ол соған жұмыс жасайды. Гипнозға жібермейсіздер ме сіздер? Жоқ, гипноз, наоборот, гипноз емес. Бұдан космоэнергетиканың частоталарымен адамды емдегенде адам түсінікке келеді. Таза түсінікке келеді. Өйткені бұл адамның табиғи энергиясыменен мықты үйлеседі. Жақсы түседі.
адамның энергиясыменен. Рошан ханым, енді қазір адамдар шатасады. Өйткені ақпарат өте көп, білгіштер өте көп, коучтың түр-түрі бар. Мысалы, энерготерапевт, ДНК несінде емделет барлық ауру, емдейміз, адамның энергиясын көтереміз. Сосын тағы не дейді, телесный терапевт дейді. Өте көп. Тағы неме дейді, биоэнергет. Неше түрлі бар. Сосын анау қазір коучтар бар, адамды гипнозға жіберіп, неше түрлі бір нәрселерді істеп жатады, видеолар тарап жатыр. Біреу бетіне су шашып жатыр алдына жинаған адамдардың, бірі алдына келген ерекше баланың анасын жерден алып жерге салып мүлдем сындырып тастады. Бәріне өзің кінәлісің. Неге үлкен көрінесің, неге өзіне қарамайсың деп. Мысалы, коучтың түр-түрі бар, қазір адамдар әбден шатасты, одан кейін жиіркене бастады. Шаршады. Сіз сол коучтардың бірі емессіз бе? Өзіңіз сол санатқа кіргізбейсіз бе? Мен ол санаттағы енді мынандай дүние бар да. Біріншіден, мен ешқандай білімді жоққа шығармаймын. Әрбір білім ол Алланың жаңағы немен рұқсатымен келеді. Біріншіден. Екіншіден, только без фанатизма деп айтам. Кез келген білімді алуға болады адам. Алып, көріп, өміріне қолдануға болады. Бірақ без фанатизма деп айтам. Даже космоэнергетиканы оқығанның өзінде де сен фанатист етіп, ана бүкіл жері күйіп қалып, бір нәрсе болып қалып, сен скорый шақырып отыруға ты не имеешь права деймін. Медицинамен де фанатист етіп, бүкіл дәрінің артынан қуып кетуге болмайды да. Сондықтан адам жан-жақтама болу керек. Енді біреуге бір гипноз көмектесіп қалуы мүмкін. Біреуге бір нәрсе көмектесіп, жаңа энерготерапевт дейді, бір нәрсе көмектесіп қалуы мүмкін да. Енді әркім әртүрлі да, әркімнің санасы әртүрлі қабылдайды. Әр нәрсені енді олардың өзі жайдан жай оны шығарып атқан жоқ қой. Біреуге бір нәрсеге көмектесті ғой ол. Содан кейін жаңағы біреуге екінші бір адамға жасап көрейін деп жатыр ғой олардың барлығы, Енді бұл жерде мынандай дүние бар да. Мен айтатыным, без фанатизма, фанатист етіп кетпеңдер, медицина бірінші орында тұрады бірақ деп айтам. Өзім шәкірттерім оқытқан кезде. Екіншіден, егер де коуч қазір жаңа нелер көбейіп жатыр, қалай айтады жаңағы бір нәрсені курсты оқып алады да, сразу соны сатуға айналып жатады. Өзі өмірде екі адам болады. Кешегі таргет жіберетін кісі бүгін әйелдердің психологиясын өмірде екі адам болады деп айтам. Біреуі маман болады, біреуі сатушы болады. Мысалы, балтаны жасайтын өзі маманы бар да. Өзі жасап сатады. Ал ол жасап сатқан адам, ол білет қай жерінен ұстау керек, қай жерден қандай километрде оны шабу керек деген сияқты да. Ал оны сатып алып сататын маман болады. Дұрыс па? Ол просто сатушы. Сол сияқты мен космоэнергетикада маманмын деп ойлаймын өзімді. Өйткені бұл салада 10 жыл детальный жұмыс істеген адаммын. Сізге коуч десе ренжисіз бе? Мен коуч емеспін негізінде. Коуч емес, мен просто космоэнергетпін. Ал космоэнергеттер де көп, әртүрлі, мысалы Петровтың өзінде 43 канал. Классический космоэнергетика. Осыны ар жағына тағы да бір каналдар қосып, өз алдына жаңағы сатып жүрген адамдар да бар. Бір басқаша білім қосып алып жүрген адамдар да бар да. Енді бұл жерде сатушы бір бөлік, маман бір бөлік. Мен адамдарға айтам, всегда маманнан оқып үйреніңдер деймін да. Өзім қандай оқитын болсам, бірінші маманды іздеймін, соны ұзақ зерттеймін, содан кейін барып содан оқимын. Мен космоэнергетиканы білем, мен осымен бәрін істеп тастаймын деп мен айта алмаймын. Мен осы білімде ғана қатып қалған жоқ, мен жан-жақтама оқитын адаммын. Басқа да жаңағы, мысалы, Анна Кудьярованы оқып жатырмын қазіргі таңда. Россияда, мысалы, Жданов деген академик бар, нақты оның образование жоқ медицинский, бірақ зерттеген кісі. Сол кісінің, мысалы, сол кісіні оқимын, ол жерден уникальный керемет дүниелерді қазір оқып жатырмын. Мен болашақта оны да өзім шәкірттеріме түсіндіріп отырамын, не қалай адамның жасын ұзартуға болады, ауырмай өмір сүруге болады, физикалық тұрғыдан. Ауырмай өмір сүруге болады. Бұның барлығының өзінің жаңағы Петровта береді. Мысалы, адамда мақсат бітіп қалған кезде дейді, мақсатың бітеді, уже саған ешнәрсе қызық болмаған кезде Алла айтады, болдың ба өмір сүріп, енді қайта ғой деп айтады дейді.
Сондықтан мақсатың көп болатын болса, мына өмірді сүйетін болсаң, адамдарды жақсы көретін болсаң, өмірің әрине ары қарай ұзарып түседі. Бірақ біздер жаңа кім өмір сүргісі келмейді, ол саналы түрде айтылады, бейсаналы түрде өмір сүргісі келмейтін де адам бар. Енді жаңағы адамда екі сана болады дейді ғой енді. Вот соны Жданов адамды, мысалы Жданов айтады, адамның ең бірінші ауруы судан деп айтады. Суды дистиллированный су ішу керек дейді. Даже фильтрдік емес дейді. Сол кезде дейді, ағза қан тап-таза болады дейді. Ал қан бүкіл біздің ағзаға жауап береді. Қан дұрыс болған кезде лимфа дұрыс болады. А лимфа дұрыс болған кезде адамның энергиясы дұрыс болады. Космоэнергетика именно сол лимфа тазалаудан бастайды. Ең бірінші очередь. Лимфа тазаланғанда кез келген ісініп тұрған сосудың орнына келеді. Сосудтар жаңа тамырлардың бәрі мышцы босайды. Содан кейін жазылмай көру. Кез келген ауру жазылады. Ал енді Раушан ханым қараңызшы, жақсы, қазір Қазақстан ажырасу бойынша, әлем бойынша ажырасудан екінші орынға шығып тұр. Бұл статистикалық. Осы космоэнергетиканы меңгерген адам ажыраспай өмір сүре ала ма? Мен айтайын ба, всегда мен барлық уақытта шәкірттеріме де бәріне айтам. Қызың тұрмысқа шығайын деп жатыр ма, ұлың үйленейін деп жатыр ма, соның алайын деп жатқан келіншегі, тұрмысқа шығайын деп жатқан жолдасы, жаңағы жігіті, екеуін алдап полиясын жөнде деп айтам. 10 күн полиясын жөндейтін болсаңыздар деймін да, или екеу бір-біріне жаңағы түспейтін адам болса, екеу екі жақ кетіп қалады. Ал енді полиясын жөндегенде де екеу бір-біріне жабысып қалатын болса, ол темек тамаша жаңағы отбасы болады деп айтам. Неге деген сұрақта келеді ғой бұл жерде, космоэнергетика эмоцияны алып тастайды. Адамдар, мысалы, үйленіп ажырасудың ар жағында эмоция жатады. Адам эмоциямен үйленіп қалады, сонымен эмоциямен біреуді жақсы көріп қалады, отбасы болса да, сөйтеді эмоциямен біреуді жақсы көріп қалады, сосын оны бала туғызады, үйтеді, бүйтеді, сонымен жаңағы екінші әйел, үшінші әйел деген сияқты адамдарда сондай жаңағы хаос басталады. Сосын жаңағы анау тоқал кінәлі, байыпше кінәлі, әйел кінәлі, еркек кінәлі, осындай болып кетеді. Сондықтан, егер космоэнергетиканы мықты игеретін болса, всегда адам өзінің де жаңағы жолдасының да, бала шағасының да полиясын жаңағы жөндеп отыру керек. Сол кезде адам осознанно өмір сүреді. Точно біледі да, не істеп, не қойып жүргенін. Жаманшылық қашып отыра ма сонда? Эмоцияны алып тастап отырады. Эмоцияны алған кезде адам осознанно тірлік істеп бастайды. Болды бұл жерде. Бұның секреті сол ғана. Демек, қазір қазақстандық жұптар үйленбес бұрын олар медициналық тексерістен өту керек деген дүние бар. Енді оған қосымша энергияны жөндеу керек. Энергияны меңгеріп алса. Меңгеру керек, Мынау қазіргі жұптарды медициналық неден өту керек, это өте дұрыс дүние. Бұл заңға мен 150% қосылам, не то что 100%. Өйткені мен өзімде алдыма пациент қыздар келген кезде бас ауырады, жаңа денсаулық дұрыс емес, мен айтам, ертең тұрмысқа шығасың, сенде токсикоз басталады, сенде бас ауру басталады, ауру әйел кімге керек? Содан кейін бала дұрыс емес болады, содан кейін жаңағы дұрыс бала тумадым деп күйеуімен конфликт болады. Мына денсаулықты дұрыстап барып тұрмысқа шығыңдар деп мен өзімде ой байлаймын. Оқываңдар, мына бойларыңды жөндеңдер, жастарға тем более керек дүние бұл космоэнергетика. Ең болмаса врачқа барып анализ тапсырып жүргің келмей ма? Ең болмаса космоэнергетика мен энергияң жөнде. Адамның энергиясы дұрысталған кезде иммунитет қалыптасады, өзінің орнына тұрады. Ал иммунитет өзінің орнымен жұмыс істеген кезде ағза жазылады. Жақсы. Денсаулықты осылай реттеп алдық делік. Ал мысалы бизнесті ше, бір кәсіп бастағың келеді, болмайды. Біреуге ақша бересің, ол қайтармайды. Қазір адамдар қарызбен өмір сүріп жатыр, қарызы көп адамдардың. Осы сіздің жаңағы космоэнергетиканы меңгеру арқылы реттеуге бола ма? Жаңағы қарыздан құтылып, кәсіпті бастап, бір керемет жүргізіп, жетістікке жетуге бола ма? Мынандай дүниеде келеді, қарызда едім, жаңа жетуге бола ма? Келеді ғой неге? Мысалы 3 күндік обучениенің өзінен поле ауысады деп айтылады. Поле ауысу деген бізде жарылып тұрған энергияны кәдімгі түп түзу жаңағы доп-домалақ әдемі бүтін энергияға айналдырған кезде
автоматом қарыздардың шығатын өздерінің жолдары автоматом шығып кететіндер де болады да. Енді бұл жерде былай деп айтам, каналға космоэнергетикамен заниматься еткен кезде космоэнергетика саған өзі жолды көрсетеді. Адамдарда просто сабырсыздық деген дүние бар да. Бір адам шығып кетеді, бір адам мен шыға алмай жатырмын, космоэнергетиканы оқып частотаға да тұрсам да деп жатады да. Значит, сенің полең дайын емес. Поле дайын емес деген не деген сөз? Сенің санаң әлі үлкен ақшаны тартуға, жаңағы қарыздарыңнан шығуға саған тағы да біраз білім керек деген сөз да. Канал, мысалы мынандай дүние болады, ақтарасын, жаңа бүкіл финансовыйды оқисын, үйтесін, бүйтесін, но сен қарыздан шыға алмайсың, үлкен ақшаны тарта алмайсың да. Қанша терапия істеп аласың, келесің, полең жөнделеді, автоматом атасың ана жерде. Шығып кетесің да. Поляның жөнделгенін қайдан біледі ол? Поляның жөнделгенін энергия көтеріледі, ол адам өзі чувствует етеді сразу. Уже жеп жеңіл, басың яркий болып, уже сен түсініп бастайсың. Қай жерде нені ұстау керек екенін, нені қалай жасау керек екенін басың жұмыс деп бастайды. Бұл біздің 5-ші энергоцентріміз. Мына 5-ші энергоцентр іске қосылмайынша адамның басына идея да келмейді, жаңағы ақшасын қалай алу, қалай ақша тарту да келмейді. Нада будет 5-ші энергоцентр іске қосылмай, миллион түскен терапияны да басын қақпайды ғой. Вот финансовый білім алайын деп сен қайта-қайта оқисың, психологтың, психосоматтың алдында. Қалай көтеру керек, қалай ашу керек оны? Оның барлығын сол 3 күндік обучениеде ең бірінші осы 7 энергоцентр деп айтылады. Энергетикалық қуат көзін қалыпқа келтірмейінше, мына 7 энергоцентр іске қосылмайынша адамда поток ашылмайды. Енді мынандай дүние бар. Әулие амбелден аралайсың, содан кейін жолым ашылып кетті. Бір рет ашылуы мүмкін, ол екінші мәрте ашылмайды. Ол просто бір поляң сені тазалауы мүмкін да. Арғарай сенің санаң дамып, сен оқып, кішкене грамотный, финансовый грамотный деп жатады ғой. Сондай болмайтын болсаң, сен потокқа арғарай түспейсің. Раушан ханым, қараңызшы, кейбір адамдар болады, қазір көз алдымызда жүр ғой, мүлдем шаршамайтын. Анаған да үлгереді, мынаған да үлгереді, бәрін үлгеріп жатады, өзі құлпырып жүреді. Бірнеше кәсіпті қатарынан дөңгелетеді. Жас көрінеді өзгелерге қарағанда. Мысалы, ол адамдар осы сіз айтып отырған дүниені меңгерген адамдар ма? Негізі бізде Қазақстанда біраз мықты адамдар бар, именно осы методты меңгерген. Өздерінің кәсіптеріне қолданады. Ол ел алдында жүрген танымал адамдар да бар, бар. Мысалы, осы Петровтың қасында болған 2 академик бар екен, қазақ екен, кеше мен Народный ассоциацияға барып, академик деген нені алдым ғой. Сол кезде сол екеуінің несін тауып беріңізші десем, біреуі министерствода істейді, біреуі строительный компанияның басшылары екен. Оның алдына енді кіре алмайсыз деді. Кімдер екен? Потом неден не алайын? Айтам сізге фамилиялар нелерін, немде бар тұғын. Оның алдына бара алмайсыз деді. Мен енді осы космоэнергетика туралы, Петров туралы сөйлесейінші деген едім. Жаңағындай дегесін мен уже қоя салдым. Ал қалғаны орыс ағайындар екен, академиктер. Ол емес, маған енді именно жаңағы қазақ бауырлармен сөйлесіп көрейін деген едім да. Просто жаңағыдай адамдарды көресің де түсінбейсің, қалай үлгереді бәріне. Ол да адам ғой. Ол да ет пен сүйектен жаралған, ол да шаршайды ғой. Ол ауырмай ма? Жоқ, мынандай дүниеде космоэнергетиканы жақсылап игеріп жоғарғы сатысына шығып алған өте қазақ аудиториясында бетке тұтар адамдар бар біздің. Енді мен оны детально айтпай ақ қойын, кейін шығып жатар, біле жатар. Бұл жерде бизнеске қолданатын өзінің жаңағы несі де бар. Именно бизнеске ашатын, бизнеске қолданатын инструменттері де бар. Ол жоғарғы жағына келгенде. Мысалы, кеше біз хутта дегенді алып келдік, жоғарғы уровенде. Хутта деген каналдың ішінде бизнеске қолданатын специально өзінің инструменті бар. Оны сіз меңгердіңіз? Оны мен меңгердім. Қазір мен одан да жоғарғы тонкий хутта дегенді алып келдім. Ол не істей алады? Ол тоже адамдарды емдейді. Оның өзі әлі 10 блокқа бөлінеді. Арғарай жаңағы керек болса арғарай оқып жатасың. Мынандай дүние бар да, бизнестің ішінде әр затты уникальный әдемілеп жаңағы жалтырататын түрлері бар. Оның ішінде мысалы ауыл шаруашылыққа қолданатын кәсіпкерлер жаңағы
қауын егіп жатады, жоңышқа егіп жатады, иә, вот Егін помидор, салат. егін саласына қолданатын каналдар бар. Сеппейсің, дәрі сеппейсің. Просто сол егін саласына ашасың. Ана каналды. Каналды просто ашасың. Бір 5-ақ минут ары кетсе, қиын емес қой. Ана пәленбай гектарға пәлен сомға дәрі алып, оны сеуіп, жаңағы 4-5 күн сеуіп жүргеннен көрі, иә, ана күніге бір 5-ақ минут ашылатын канал да, өзіңнің поляңа, үлкен поляңа. Содан кейін ана қауын деген үйіліп салады ғой. Бір шаруалар үшін. Бір құрт болмайды ғой. Кеше болды ғой, мысалы, Жетісайда шегіртке басып кетті. Ана жүр кішкентай бір нәрсемен бүйтсе, ол не кетіреді шегірткені? Егер де космоэнергетиканың кәсіпкерлер игеретін болса, соны каналды ашатын болса, ана шегірткені автоматом құртады бір күнде-ақ. Мысалы, 1-2 күнде тап-таза қалады. Я, құрт түспейді. Ана помидор, огурцы дейсің ба, қауыны дейсің ба, үйіп алады. Мысалы, картошкасы бар ма, сәбізі бар ма? Бұны сіз шаруаларға айтып жүрсіз ба? Мен айтам қанша. Олар оқуға келе ме? Шаруалар келмейді. Неге келмейсіздер? Келмейді олар, білмеймін неге екенін. Қазір өзіміздің космонавттар өздерінің есіктерінің алдында огородтарына қолданып, үйіп төгіп, жаңағы алып сатып атқандар бар. Пожалуйста, тауықты бағуға болады, иә? Мысалы, тауықты бөденені бағып, күніңге 2 мәрте туғызатын канал бар. Тауықтарда жұмыртқаларын 2 мәрте жұмыртқалатуға болады. Мен айтам, өзіңіз көрдіңіз ба соны? Өзім көрдім. Мен қыздарым да жаңағы неғып жатыр. Бір қызым бар, бір тауықпен дейді, бір қораз сатып алдым дейді да. Сөйтіп осыны эксперимент жасайыншы деп сіз айтқасын дейді. Содан шынымен дейді, азанда кешке 2 мәрте туады дейді. Қысты күні мысалы тауықтар тумайды. Каналды берсең ол туады. И соны алып бір айдай ма, 1,5 айда тұқым алып жүрдім дейді. Бір күні ана тұқымды бермейді дейді. Содан 15 жұмыртқаны ана тауық басқан ғой. Ал тауықтың өзі басқан жұмыртқа балапандар қалай керемет болады. Олар тез-тез өседі. Оны сен азынан кешкен анау холодильник сияқты бір нәрсеге салып, температурасын бақылап отпайсың. Тауық өзі бағып, өзі өсіріп береді. Сөйтіп бір тауығым айналайын 17-18 тауық болды деп күледі. Жаңа сүт бермейтін сиырлар болады ғой. Сүт бермейтін сиырларды бір қыздар мысалы 1 литр, 2 литр беретін сиырларыма осыны қолдандым, 6-7 литрге дейін сүтті көтертіп алдым дейді. Мынауыңыз керемет қой, дүние тұрғанша тұрыңыз дейді. Мен шәкірттерімнің айтатын маған бір ауыз сөз бар. Раушан ханым, дүние тұрғанша тұрыңыз дейді. Ал мен мысалы не істей аламын, Раушан ханым? Мен мысалы журналистпін ғой. Мен елдің алдына шығып сөйлеймін, иә. Мен мысалы жаңағыдай каналдарды ашу арқылы мен қандай ерекше бір қабілетке ие бола аламын. Сіз мысалы бұны үйренетін болсаңыз, өзіңіз өмірде жаңағы бір жұмыстан шаршап барған кезде, мысалы зауқың болмайды бала шағаға да, сразу каналға өзіңізді тазалап аласыз, энергия жиналады, резко бала шағаңызбен шаршамай жаңағы жоғарыда жүрген адамдар сияқты тарсылдап баланың сабағын да оқытып, тірлікті де істеп, күйеуіңізге де уақыт бөліп, барлығын тарсылдатып шығасыз. Бұл бір, иә. Екіншіден, мысалы, анаңыз, сіңіліңіз біреу пәлен жаңағы сіз Астанадасыз, олар, например, Ақтауда, Атырауда деген сияқты ауырып қалса, үйде отырып солардың полясын жөндеп қоясыз. Емдей аласыз. Біздің қазақ өз басы үшін өмір сүрмейді, біздің қазақ. Жаңағы нағашысының баласында жүрегі ауырып жүретін халықпыз ғой біз. Сондықтан бұл космоэнергетика негізі қазақтарға жүдә керек дүние деп ойлаймын мен негізінде. Сондай нәрселерді жасай аласыз. Содан кейін отырған жеріңізді все-таки сізге экраннан қаншама халық қарап отыр, иә. Содан өзіңізге защита қоя аласыз. Сонша отырған экрандағы халыққа сіз канал ашып, оларды очисткаде ұстай аласыз. Оның өзі пайда емес па? Біздің міндетіміз, мен өмірде бірақна дүниені түсіндім. Біздің міндетіміз мына өзіміздің энергиямызды тап-таза қылып ұстап жүру ғой. Қараңызшы, сіздің мысалы біліміңіз бар, иә, қанша жыл оқып алдыңыз, осы салада жүрсіз, әлі оқи берем деп жатырсыз. Басқаларды оқытудың қажеті қанша? Сіз керемет боп өзіңіз ғана отырсаңыз болады ғой. Не үшін өзгелерді оқытып жатырсыз? Не үшін бұл біліммен бөлісіп жатырсыз? Мынандай мақсат не? Дүние бар да, мен ең алғаш адамдарға үйреткенімде біраз целительдер маған ұрысқан. Сен өзің жеп атқан наныңды жұртқа үйретіп жынсың ба деп та.
солай деп айтты, бірақ менің ұстазымның бір ауыз сөзі мені көтерді. Ол маған айтты: Раушан, деді, сен мынанша білімді, деді, осынша тәжірибені алып ана дүниеге кетуге сенің қақың жоқ, деді. Мынаның бәрін сен беру керексің, деді. Бөлісу керексің, деді. Бұл бір. Екіншіден, енді оны да қоя берші. Мен космоэнергетиканы қазақ аудиториясы әрбір қазақ білу керек, әр үйде бір магистрден болу керек деп мен ойбайлаймын. Өйткені бұл әзір Қазақстанға үйретуге бұл рұқсат бар. Мысалы, Россияда бұны ашық битіп үйретуге рұқсат жоқ па, білмеймін, ол жақта өйтіп неғымайды, бүйтіп ашық жаппай адамдарға үйретіп атқан жоқ. Петров кезінде үйретті жаппай. Үйреткенше үйретіп кетті ол кісі. Негізі, менің негізгі түпкі ниетім, әрбір Қазақстанда әрбір қазақ бұл нені космоэнергетиканы жақсылап үйреніп алып, әрбір үйде бір магистр болу керек, баласына, немересіне үйретіп кететіндей. Өйткені бұл өлгенше адамға керекті құрал. Бұл бір. Екіншіден, алда қандай жағдай болады, біз білмейміз. Қандай заман келеді? Қандай заман келеді, қандай жағдай болады. Қазір көріп тұрсыз, біреумен соғысып жатыр, мысалы Украинамен, әртүрлі жағдайлар болады. Сондай кезде адамды осознанностьқа шақыратын, адамның ашу-ызасын алып тастайтын, эмоциясын алып тастайтын безопасный бірден бір керемет бұл құрал. Үйіңді защитаға қоюға болады, мысалы үшін. Кеше Турцияда менде бір қыз келіп оқып кетті. Турцияда землетрясение болған жоқ па, жер сілкініп. Сонда үйінің төбесіне соны қойып жүрген ғой. Сонда дейді, ана бүкіл домдар құлағанда, тек қана менің подъездім ғана аман қалған дейді. Мен ана защитаны қоймағанда мына үй қалмайтын еді дейді. Мен айтам оған: сен неге үлкен қып қоймадың десем, білмеймін, өзімнің подъездім төбесіне ғана қойыппын дейді. Бір трещина жоқ дейді. Бір елдің үстіне қойға, мысалы Қазақстан. Әрине, елдің үстіне қойға болады. Ол защита еще не істеп тұрады? Инфекцияны, вирусты ауада жүрген. Керек емес жаман энергияны, тылсым жаңа әртүрлі тіршілік иелерін, жерден шығатын магнит өрістерін, аномальный зонадан шығатын жаман жаңағы энергияларды барлығын нейтрализация ұстап тұрады. Нейтрализация жасап тұрады. Неге коронавирустың кезінде істемедіңіздер? Коронавирустың кезінде мен Түркістанды ұстап тұрдым өзімнің учениктермен. Поэтому Түркістан 1 грамм жасылдан қызылға өткен жоқ. Коронавирустың кезінде жасылда тұрды. Неге Түркістан, неге Қазақстан емес? Бүкіл Қазақстанға ол кезде үлкен Қазақстанның бәріне қою үшін оқушылар көп болу керек та, біріншіден. Сосын өз коронавирустың кезінде өзімнің әке-шешем өмірден кетті. Мен өзімнің анамды офлайн емдедім. Білдім коронавирус болған. Мен емдеп температурасын түсіріп, терлетіп бәрін дұрыстап жаттым. Бірақ деген дүние бар да. Мына энергоцентр жүргізесің ғой. Сонда бірінші энергоцентр жүргізгенде қарайып кете берді. Мен жота қорықтым, мынау кетейін деп жатырмын деп. Әр 2 сағат сайын жүргізсем, ол қарайып кете береді да, бірінші энергоцентр. Демек сіздер кететін адамды сезесіздер ме? Кететін адамды уже сезесің. Сосын мұны жота кетейін деп жатырмын, мынау не болып жатыр дедім да. Содан кейін мен мамаммен сөйлестім да, мен бұрын рилстерімде де бар, анам айттым: мама, Аллаға айтшы, мен өмірді өзгертем, ойымды өзгертем, өкпе еш нәрсеге ренжімеймін, бәрін қабылдаймын, маған өмірімді ұзатшы деп айтшы дедім. Жай ғана, енді ол кісілерге психологияны айтамайсың ғой. Соны жай ғана айтып ем, маған айтты: сенің өмірің маған керек болып тұрған жоқ деді, мен шаршадым деді. Бір теңге да керек емес сенің өмірің деді. Қойшы осындай сөзің деді. Нешеде еді? 70-те тұғын. Сосын кен дедім да үндемей қойдым. Бұл жерде психология тоже жұмыс жасайды. Негізі көп дүние психологияға келіп тіреледі да, бірақ психологияны жөндеу үшін энергияны дұрыстау керек. Энергия дұрысталған кезде адам белгілі болады. Өзі психологиясын жөндейтін адам, жөндемейтін адам резко белгілі болады. И мен содан кейін тұрдым да, бауырларым больницаға апару керек деп бәрі төбемде тұрып алды. Сосын мен қарадым да, қазір менің қолымда өліп кетсе, аналарға арман болады. Сен емдеймін деп құрттың деп айтады дедім да. Жарайды деп мен неге жібердім? Больницаға жібердім. 32%-пен барды. 32%-пен барды. Түсірген кезде 56% еді, 32%-ке мен түсірдім. Бірақ адам өмір сүргісі келмей тұр, не істейсің?
Содан кейін барды, ол со жақ кетті. Ладно, мен енді сыртынан істей беремін ғой деп мамамды алдым. Шәуілдірде бір әйелді алдым. Чимкентте тағы бір әйелді алдым. Үшеуімен қатар 8 сағаттап тұрып есік жауып алып іштен жұмыс жасадым. Ана екеуінің біреуін 92%, біреуін реанимациядан Шәуілдірскийді 2 күннен кейін шығардым. Біреуін 3 күннен кейін шығардым. Потом подаркілерін, ақшаларын жіберіп, олар рахметін айтты. Сіз оларға көмектестіңіз қалай? Анамды көмектесе алмадым. Анамды шығара алмадым. Енді бұл жерде адамның өмір сүруге деген желаниясына байланысты да. Бұл жерде демек сізге емес, анаңызға байланысты болып тұр ғой? Конечно. Әкеңіз? Әкем ол 1 жылдан кейін кетті. Әкем анамнан кейін өзінің кінәлі көріп, кінәлі сезінді сол анамның кеткеніне. Сөйтті да, ол өз-өзін жеді да, тоже кетіп қалды. Раушан ханым, әдетте елден бөлек бір көп адам біле бермейтін, түсіне бермейтін бір нәрсемен айналыссаң, маңайың тазарып қалады. Тіпті жақын туған туыстың өзі ол бір түрлі адам деп бір жоламайды, күледі, бір сенбейді. Содан кейін бар өзінде бір жылдар өткеннен кейін дәлелдегеннен кейін ғана сол адамдар қасында жүруі мүмкін. Осындай бір болды ма сізде кезең? Туыстарыңыз, жақындарыңыз? Міндетті түрде солай болды. Менің өзім мамамның өзі жаңағы маған пациенттерге айтады, әй, нағып отырсыңдар, бір жақсылап мықтырақ жерге барып көрінбейсіңдер ме? Тұрыңдар, тауып берейін бе күшті ана профессорлардың деп бір Ташкентке барып жүрген өзінің профессор номерлерін алып келеді. Сосын ол мен пациенттерім айтады, апа, біз бармаған жеріміз жоқ, қызыңыздың қолына дерт бермесін, жақсымыз қызыңыздан деп ана пациенттер кетпейді. Сөйтсе, миллионда дейді. Одан қала берсе туған туысқандарға ол бір түрлі болып қалған деп айтады мені. Бірақ ана айтатын, бұрын көп ауыратын еді, осы біреу адам емдегелі ауырмайды, соған қуанамыз дейді да, бірақ мені бір түрлі болып қалған деп айтқан ғой енді. Туысқандарым болды, мен бәрі бір түрлі деп жүрген. Менің арнамды көбінесе ерекше балалардың аналары көреді, тыңдайды, кім келді, не айтты деп, қазір мысалы сіздің жаңағы айтқан аутизм қыз жақсарып қалды дедіңіз ғой. Аутизмі бар балаларды аналары апарып сізге көрсететін болса, я болмаса өздері оқып алатын болса, нәтиже бола ма шын мәнінде? Бүйтіп айтайыншы, ДЦП, аутизм ерекше баласы барлар, дауна, кішкентай кезінде емдеген жақсы, біріншіден. Алмадым, результат жоқ дегенде 50-60% результат алады. Жоқ результат дегенде. Ол это гарантия. Екіншіден, үшіншіден, ерінбей, детальный осы баланы, осы қызды осымен тұрғызамын деген адам тұрғызады. 90% результат қапшады. Шамәлі біреулерінде дефект қалуы мүмкін. Бірақ бұрынғыдан әлде қайда жақсы. Мен бұл жерде өзім аудиторияма да постоянно айтып отырам. Бала кішкентай кезінде білінбейді. Ол бұтына жіберіп қойса жуа саласын, апарып отырғыза саласын, бала өскеннен кейін қиын болады. Ол үлкен болып, азамат болып өседі. Оның астын жуу, өзің қартаясың. Оның астын жуу, оны жаңағы қарау өте қиын дүние үлкейген кезде. Ол үлкен адамның иісі қандай жаман болады, сондықтан бала кезде реттестіріп алыңдар деп айтам адамдарға. Негізі кішкентайлау кезде реттестіріп алған жақсы. Ал енді 16, 17, 23-ке келген адамдарды оны реттестіру өте қиын болады. Сондықтан ерекше баласы бар адамдар, әсіресе кішкентай баласы барлар осы бастан осы методты оқып, балдарын реттестірсін, жөндесін деп айтқым келеді. Сол үшін де бұны мысалы өзіңіз неге емдемейсіз дейді. Мен оны жаңағы 1,5 жылда емдеуге тура келеді. Арасында мысалы 1,5 айдай ай сайын жаңағы 1,5 айдай күніге алып келуге тура келеді. Оны күніге алып келгеннен кейін ол 2 сағат, 3 сағаттап жұмыс істегесін, сен 2.000-ға, 3.000-ға оны емдемейсің. 15-20 мыңмен емдейсің. Әшейін бір массажың өзі 10 мың теңге, 45 минут мысалы жасалынады, дұрыс па? Бір психосоматтың алдына кіресің, жаңағы 30 мыңнан мысалы 60 мыңға дейін алады, бір 45 минутта. Ал бұл жерде 2-3 сағаттап жұмыс істелінеді, и оған сен 2.000-3 мыңмен олар алмайды. Олар жоқ дегенде 15 мың, 20 мыңмен алады космоэнергеттер. А оны саған күніге апарып оны төлеу, ол невыгодно. Сондықтан обучениен әрі аласың, ол өзіңнің өлелігенше сенің инструментің, біріншіден, екіншіден өзің балаң үйдесің, қасындасың, соған қарап отырсың, ерінбей істе, емде.
Мысалы егер аналардың действительно емі жөндегің келсе. жақсы қона ма, әкелердің емі жақсы қона ма? Кейде аналардың энергиясы жоқ мамашалар болады. Сондай кезде мен өзімде айтам, күйеуіңіз алып келесіз ба? Кейде мен өзім айтам, давай күйеуіңізде келсін, екеуіңіз оқыңыздар деп өзім инан шақырып алатыным бар. Ана несін энергиясына қарай да. Энергиясы өте төмен адамдар болған кезде сәл қиындау. Сосын кейін бір анандай нелер болады, қалай айтсам болады. Бір салғырт емдейтін мамашалар болады, ерінетін, емдегісі келмейтін мамашалар болады да. Сенбейтін мүмкін. Өзінің істегеніне өзі сенбей тұратын. Бұл жерде негізі сен сенбейміз, сен айтқан бірге бір істесең болды да, ол өзі жүреді да. Главный жаңа елестетіп үйрену керек, біріншіден. Екіншіден айтқан нәрсені істеу керек. Бұл осы екі-ақ дүние да. Бұл жерде анатомия жүреді, анатомияны Google-да ашсаң тұр ішінде. Екінші физика жүреді, частоталар физика ғой. Үшінші шамай логиканы қосу керек, математика жүреді, болды. Басқа ешнәрсе жүрмейді. Астрология ол ары қарай кейін жоғарғы уровеньге өткен кезде келеді. Керек болады да. Сондықтан мамашаларға міндетті түрде керек. Басқа да қанша аналардың жүгі ауыр ғой негізі біздің қазақ аудиториясында. Басқаны білмеймін. Көп дүние бізде әйелге келіп тіреледі. Әйел жұмыс істейді, үйдің тірлігінде келіп істейді, балаға да қарау керек, бүкіл нәрсені әйелге әкеп тіреленеді, келіп та тірліктің бәрі. Ол енді біздің ер адамдар өзі туылғанда өзі идеальныймын деп туылып қойған, ол ер адамды біз енді оны тәрбиелеп жөндеу ол өте қиын дүние, енді менталитеттен келіп. Мысалы, күйеуің нашар адам болса, мазасыз адам болса, жаңағы тәуелділіктері болса, ол мүмкін басқа әйелге барады, мүмкін жаңағы лудаман болуы мүмкін, ішімдікке әуес болуы мүмкін, иә? Ақшаны сыртқа шашатын ер азамат, жаңағы күйеуің сондай болуы мүмкін. Сондайларға шыдап жүрген әйелдер көп қой. Сол жаңағы нашар күйеуін жақсы күйеуге ауыстырып ала ма осы сіздің жаңағы біліміңіз арқылы? Космоэнергетиканы білген адам біріншіден үйінің гипотагенін жабады. Оны сол гипотаген жапқаннан кейін ақ күйеуінің жынданғаны басылып, кәдімгідей дұрыстап қалады. Гипотаген жапқан кезде кейде давление кетіп қалады. Біреулердің астма сахар кетіп қалады. Гипотагенді үйдің жапқан кезде. Лудаман болса ше. Лудаманың да бәрі тоқтайды. Гипотаген жабады. Екіншіден полясымен жұмыс жасайды, болды. Сосын алкоголизм, лудоманияға өзінің специальный каналы бар, соны накачать етіп отырады. Болды, адам резко өзінен өзі түсінікке келіп, айналасына қарап, бала шағасына қарап, лучше эффект бермесе, хуже эффект бермейді. Что сіздерде керемет былайша. Соны айтып тұрмын ғой, сондықтан әйел адамдарға оқыңдар деп мен өзім жаңағы аудиторияма да айтып жатам, оқыңдар, развиваться етіңдер деймін. Сосын бір нәрсені айтып жібергім келеді. Мынау ерекше баласы бар аналар бір уровеньде тоқтап қалуға болмайды. Маманың уровені қаншалықты энергиясы көтеріледі, бала соншалықты тезірек жазылады. Осыны түсіндім. Сонда ол ана бір рет емес үнемі оқу керек па? Мысалы, базовыйды алды ма, содан кейін басқа каналдарды алып, мастер алып, зарастризм, магистр алып, мына энергия көтеріледі. Біз ана космоэнергетика қаншалықты частоталарды алып оқисың, соншалықты энергия көтеріледі. Магистрге барғанда 100 метрге барады. Бірінші базовыйды оқуға келгенде 25-30 сантиметрге көтеріледі. Ал сол магистрді оқу үшін қанша оқуың керек? 3 күн ол жерде. Санастройка 3 күн болады. Одан кейін ол прямой менімен тікелей неде отырады, жаңағы немет связда отырады. Бәріне магистр бере бересіз бе, әлде өтпейтіндер бар ма? Магистрлікке өту үшін этаптарын бәрін оқып шығады, сосын кейін бар магистрге барады. Бірден магистр ала алмайды. Уже түсініп бастайды. Базовыйды аласың, оқисың, жұмыс істейсің, содан кейін басқа қалған ар жағында 22 каналды алады. Оның әрқайсысын түртіп істеп көреді. Содан кейін барып зарастризм алады. Ол жерде тоже 11 канал бар адамдарды емдейтін, жаңағы адамның подсознаниясына. Мысалы, машина үлкен үй алғысы келеді, бір сіңілің, бірақ үйді ала алмайды. Қанша ақша жинайды, жаратылып кетеді басқа. Оның подсознаниясында үй деген дүние жоқ. Емесе масштабқа шыққысы келеді, но масштабқа шығатын оның подсознаниясында жоқ. Бұны не дейді? Психологтарға барып, ана
мама папа проработка бір бәле істе деп жатады, ал зороастризмде сол мына баста крышканы ашады да, зороастризмде соны подсознаниясына бүйтіп отырғызып береді. Содан кейін 2-3 айдан кейін сен уже тартып көлік бастайсың. машина деп. Содан кейін уже ананы тартып бастайсың. Ана ақшаны, жаңағы нені тартып бастайсың. Мен өзім масштабты зороастризммен шықтым. Масштабқа шығуға менің басым тартпайды да. Сонда мен миымда жоқ. Қанша психологиямен айналысып, психотерапевтерден өтіп жүрген. 2 жылдан кейін барып мен мысалы масштабқа зороастризммен шықтым. Медитация көмектеспей ме? Істедік қой, көмектеспеді ме? Адамның мынау санасы өте қиын дүние ғой негізі. Адамның подсознаниясы дей ма, өте қиын дүние. Соған дайындап, анау медитация жасайсың. Мен 2017-ден бастап мен психологиямен айналыстым. Айна Тұрсынбаевалар шыққаннан бастап да. Менің негізі психологияны түрткен ең бірінші Айна Тұрсынбаеваның прямой эфирлері болды да. Сол жерден бастап қанша нәрселер, техникаларды істеймін. Жылайсың, не получается. Сосын ең соңында неге каналға тұрған кезде барып мен осознанность қалдым. Космоэнергетикамен каналға тұрған кезде барып. Сіз қазір қанша каналды меңгергенсіз? Қазір бәрін меңгердім. Только Тонки Хуттаның бірінші блогын алдым, ары қарай уже әлі меңгерген жоқпын. Олардың бәрін енді болашақта меңгерем деп тұрмын. Оқу, ерінбей оқу, іздену, сондықтан ерекше баласы бар мамалар, балдарын емдеп алғым келеді, ертең өскенде қиналмасын, өзім қиналмайын дейтін болса, осы бастан кішкентай кезінде оқып тұрсау керек. Негізі медицина жазылмайтын аурулар, әсіресе эпилепсия сияқты да, шизофрения сияқтылар. Бұлар 4-5 жыл болған 4-5 жыл болды ауырып жүргеніне дегендерді емдеуге болады. Ал енді 15 жыл, 10 жыл, 20 жыл, 25 жылға шизофрения, эпилепсияны оны айтамайым емделінеді деп. Ол уже өте ұзақ процесс, оған адам терпенісі жетпейді. Бұл бір. Сосын 70-тен асқан адамдарды космоэнергетикамен емдеуге болмайды. Өйткені бүкіл ауру, клеткіден бастап қопарғаннан кейін бүкіл ауру шығып кетеді. Сол себепті 70-тен асқандарды бізде емдеуге болмайды. Кішкентай балалар міндетті түрде мамамен бірге емделу керек. Өйткені баланы ұстайды, екеуінің энергиясы бір болады. Алкоголизм, наркомания, игромания міндетті түрде әйелдермен емделінеді. Әйел болмаса мамалармен емделінеді. Енді осы жерде немене соны мен кінәл, әйел кінәлі деген әңгіме емес бұл жерде. Бұл жерде мысалы күйеуің әбден сені шашатады, ішеді, басқа қылады. Сон поляң бәрі жарық болады. Содан кейін күйеуің жөнделіп келеді да, сен жарық полянға қасына келгеннен кейін оның полясы қайтадан жарылады. Сондықтан екеуін бірдей оболочкасын турлап әдемілеп қою керек болды. Дұрыс түсіну керек та, біздің қазақ аудиториясы бәрін бізден көр. Ол бұл жерде сен кінәлісің деген дүние емес. Күйеуің жүре ма, жүріп сен шаршатып жатыр ма, екеуін бірге жөндеңдер деймін. Сонда бір-біріне үйлесім бірге болады. Ол жерде сен оңбағансың деген дүние емес. Даже любовницамен үшеуін бірге жөнде деп айтам. Сол кезде мына любовница түсінеді өзінің любовница екен. Ары қарай кетіп қалады. Түсіп қалады дейсіз. Түсіп қалады, иә. Сөйтеді да мына аяқпен былай кетеді. Емесе дуас деп жатыр маған біреу, дуас дей береді, бір абысыным дейді. Мен айтамын, полясын жөнде. Сол абысын. Иә, сол абысының полясын жөнде әдемілеп. Саған жамандық істеген, жамандық ойлайтын адамның полясын әдемілеп ретке келтірсең, ол өзінің дұрыс емес деп жүргенін түсінеді. Жұмыстағы бастығыңның дейсің. Иә. Істемейді ол сосын кейін саған. Соны түсіну керек. Біздің қазақ аудиториясы істегісі келмейді ғой. Обратно бір бәле оқып ананы құртқысы келіп тұрады ғой. Құлатып, ананы жаңағы бір жері ұстап қалып, инсульт алып, өліп қалғанын қалап тұрады ғой, ішкі ниет. Сондықтан мен всегда өзім аудиторияма айтамын. Мынаны дұрыстамайсаңдар, өмірлерің дұрыс болады деп айтамаймын. Ниет дұрыс болу керек. Сабаққа келгенде де ниетті дұрыстаймыз. Арамдықпен, бір жамандықпен, бір нәрсе жасаймын деп өйтіп келмей қоңдар деймін да. Арамдықпен, жамандықпен біреуге частоталармен жасайсың ба, 50% автоматты түрде өзің аласың. Сондықтан сен қаласаң да қаламасаң да дұрыс дүниені істейсің. Бұл энергияны меңгеріп, тек қана жақсылыққа жұмсауың керек сондай, иә? Жамандыққа істесең өзің сразу аласың. Саған керек па сол? Раушан ханым, мысалы, коучқа байланысты шу шықты ғой. Өйткені ерекше баласы бар ана оның алдына барып тұрған кезде, ол оны кемсітті және сен кінәлісің деді.
көп жағдайда жаңағы коучтар, психологтар, тіпті кей дәрігерлер анасына айтып жатады, балаңыздың осындай болуы сізге байланысты деп. Сіз де өйстіп айтасыз ба алдыңызға келген анаға? Шарасыз ана алдыңызға келіп тұр. Бізде мысалы мен өзім адам емдеп жүргенде бүйтетінмін. Адамды 3 топқа бөлем өзім. Өзім бөлем 3 топқа. Бір адам болады, полиясы дайын, оған ешнәрсе айтудың керегі жоқ, сразу полиясын реттесең қалыпқа келеді. Екінші топтағы адам болады, бұл бірінші топтағы уже түсінеді, өзінің ненің дұрыс емесін түсініп тұр, бірақ жаңағы не істерін білмей тұр, полиясын жөндейсің, ол сразу ретке келеді. Екінші топтағы адам болады, бұл сәл ауырлау адам болады, уже полиясын жүргізгеннен түсінесің, полиясын бәрін дұрыстап, әдемілеп болып, содан кейін барып оны потихоньку емдейсің. Мынандай дүние ғой, медицинамен бірдей жүреді деп мен не үшін айтамын? Медицинада ауырып, приступпен шаршап барған кезде, олар сразу саған обезболивающий салады, сосын сен тынышталасың, ұйықтайсың, дұрысталасың, сосын не болды, қандай жағдай болды деп врачтар сұрайды, содан кейін барып анализдерін алып бастайды. Тура сол сияқты бізде де келген кезде сразу бірінші полия жөнделінеді. Полиясын жөндеп, ана эмоциясын алып тастап, жаңағы мына жерде тұрған нәрсесін басып, спокойствиеге келтіріп аласың. Содан кейін барып оны әдемілеп емдейсің, бір 2-3 күн емдейсің, ол еш нәрсе ашылмайды, айтпайды. 2-3 күннен кейін барып жайлап өзі ашылып бастайды. Содан кейін барып жайлап психологияң болса, мынау былай деп айтып, оны сөйтіп турлап аласың. Ал үшінші типтегі адам болады. Ол өте ауыр адамдар. Ондай адамдарды келген кезде бір рет полиясын турлаймын да, енді ол кезде мен жаңа целительство деген дүние болады. Жаңағы шөптерді нені ішу керек, соның бәрін жазамын да, қолына берем, мыналарды ішесіз, сізге сеансқа келудің қажет жоқ деп жіберем, болды. Оған бесполезно, оған психология ұнайды, оған сен жаңа бір нәрседе ол уже болмайды, өтпейтін адам болады да. Қабылдамайтын адам болады. Соны шөптерді бересің де жібересің. Ондай адамдар годами, жаңағы жылдар, айлар, жылдар бойы врачтарды айналып, ана врачпен ұрысып, мына врачпен ұрысып, врачтардың үстінен жазып, бәрің әшейін отқан адамсыңдар дейтін адамдар. Мен өмірде бірақ дүниені түсіндім. Адамның мінезі қандай болса, өмір сондай болады. Мына сен қалай айнала қарым-қатынас жасайсың, мына мінез, мына организм тура соны өзің істеп береді. Сондықтан мен всегда айтам, прямой деп айтам, пожалуйста, мінездеріңізді дұрыстаңыздар деп айтам. Бұл бір. Ал енді маған алдыма келген кезде, қазір оқушыларда бірінші күні келгенде, так давайте сонастройкаға тұрайық деп, тұрғызып, полияларын жөндеп, сонастройка жасап, болып, содан кейін как положено өзімнің сабақтарымды өтем. Ішінде тяжелый, ауыр адамдар да болады, жаңа келіп, содан кейін бар бірінші күні полия жаңағы сәмәл арасында тырысып отыратын жаңа нелер болады. Екінші күні уже ашылып бастайды, полия жөнделгесін. Үшінші күні жадырап уже дұрысталып бастайды. Содан кейін уже ары қарай өздері каналға тұрады, сонымен дұрысталып кетеді. Ал сол кезде ғана айтасыз. Сол кезде ғана уже дұрысталып, одан кейін олардың өздері айтып бастайды. Мен оказывается, мына жерім дұрыс емес екен, мынандай. Мен білем, айтқысы келмей тұрған, ішінде бір жасырып тұрған дүниесі бар екен, білем. Бүйтіп қараймын да, мынаның ішінде душасы ауырып тұрған әйел ғой деймін. Сосын кейін өзімнің терапия сияқты дүниелерім бар, медитация сияқты дүниелерім бар, наработкаға тұрғыздырам. Иногда өзім суретке түсіріп жібере қойыңыз маған деймін. Сосын жібереді, полиясын жөндеп өзім жаңа 10 күнде, 15 күнде бір рет алып, ана дұрыстап қойып отырам полияларын. Содан кейін өздері ар жағынан каналдарын жұмыс істейді, адамдар мен емдейді. Сосын айтады, мә Раушан ханым, білесіз бе, мен не түсті есіме дейді, не десем, мен оказывается биткен екем, мына жерде сөйткен екем деп. Бұл өздері мойындайды, мен оған айтпайық. Ондай дүние жоқ, өзі шаршап келген. Сен оңбағансың, сен кінәлісің. Ол дұрыс емес. Мен ойлаймын, әрбір адам, әрбір профессионал адамдармен жұмыс істеген тәжірибелі адам бас салып адамға сен оңбағасын, түрің мынандай деген сөз айтпайды. Сен кінәлісің деп. Сен кінәлісің деп. И вообще мен маған да мысалы наставниктерім бар, бәрі айтады ғой, киім маңызды, әдемі жүріп, боянып бітіп жүру маңызды дейді да. Но мен шынымды айтсам, мен ондай адам емеспін. Осы айқайлап жүріп макияждарын бәрін мына командам істетіп, сөйтіп кигіздіріп қойды да. Мен бір киіммен кете берем. Біреу ауырып жатыр дедім ба, болды, мен мына білекті сыбанып аламын да, болды, сол жерге қойып кетем. Мен командам ұрсат, өзіңіз мынандай болып бүкіл әлемді құтқарғыңыз келеді. Тоқтаңыз деп мен тартып отырады бұлар да. Анау бүйтіп жатыр, құрсымнан
істеп жіберейік та, мынау тынды ғой деймін да, деп жаным ашып, как скорый помощь сияқты тұрмын. Сондықтан мен жұрттың не киіп алғанына, мен келген пациентімнің семіз ба, арық па, не киіп, мен қарамайды екенмін. Шынымды айтайын да, таза мен жұмыстың адамын. Былайша пақыр дейді ғой, сондай адамын. Так, енді ол ойлаймын, жаңағы нағыз тәжірибелі мықты адам айтуға болмайды. Адамның жаманы да жоқ, жақсы да жоқ. Мен всегда айтам, адамның бәрін жақсы көріңдер деймін. Мынаны да Құдай жаратты, ананы да Құдай жаратты. Саған дуа істеп жүрген ана бәйбіше ма, тоқал ма, оны да Құдай жаратты. Алланың жаратқан адам болғасын, сен оған претензия айтуға ты не имеешь права деймін. Деген бір ауыз сөз айтам. Сондықтан мен үшін адамның жаманы да жоқ, жақсы да жоқ, бірақ кез келген адамды қабылдауға дайынмын. Ешкімге ренжімеуге стараться етемін. Комментарияларды шынымды айтайын оқымаймын да. Бір-екі оқимын, оқысам бір-екі оқитын шығармын, но мен отзывтарды, комментарияларды оқымаймын. Мен өмірде энергияны бірақ дүниеден аламын. Шәкірттерім, пациенттерім деп айтпай қойын, қазір пациент емес, шәкірттер қастамды. Сол шәкірттерім күніге біреу мынаны істедім, күшті болдым, мынаны істедім, мынандай болдым дейді. Мен соған мәз болам, соларды айналам. Соны айтады ғой, әке-шешеміз айналмаған, сіз керемет айналасыз ғой деп. Соларды айналып, толғанып, солармен бірге жылайтын жерде жылап алам. Жеңдім, Раушан ханым креатинім түсті дейді. О жаным сол деп алып, құшақтап, жаңағы маңдайынан сүйіп, онкологияны жеңдім десе, оны құшақтап, сондай шәкірттеріммен өзім қуанышты сондай жағдайда өмір сүрем. Мен айтам, менің энергиям сендер арқылы шығады, сондықтан пожалуйста жұмыс істеңіздер деп айтам. Еңбек етсең ерінбей дей ма, тояды қарның тіленбей деген әдемі сөз сол. Әрекет бізден, берекет Алладан. Демек сіздер ауадан ақша жасап жүрген адамдар санатында емессіздер, иә? Жоқ, ондай емес. Бұл жерде үлкен еңбек жатыр. Жылдар бойы, мысалы, жұрттар сияқты жаңағы бір айдан кейін жабылады чат, или бір жылдан кейін жабылады, саған ешкім жауап бермейді деген дүние жоқ. Оқығаннан кейін Қазақстан космоэнергеттер чатында отырады, өмір бақи отырады. Өмір бақи сол жерде өзім жауап беріп отырам. Арасында жаңа білім, жаңа бір нәрсе болса, жаңа обучение болғанда келіңдер, тағы да тыңдаңдар деймін. Қортпай қалдым, түсінбей қалдым дегендер тағы да келіп тыңдайды. Жылына бір рет тағы да басқа да білімдерді, техникаларды беріп отырамын. Осы білімдерімнің ішіне тағы да біраз нәрселерді қосып, арасында үйретіп отырамын. Сондықтан мұндай ауадан жасап жүрген дүние жоқ бұл жерде. Бұл кәдімгі қып-қызыл еңбек. Бұндай жауапкершілікті екінің бірі ала бермейді. Кейде мен өзіме өзім сұрақ қоям. Осы мен не істеп жүрмін? Шындым ба деп те ойлаймын ше. Қойшы деп тоқтата салайшы деп кей кезде шаршайсың, оңай шаруа емес. Күндіз түні ана телефонда битіп отыру деген ол оңай шаруа емес. Семья бар, бала-шаға бар. Кейде баламның өзі маған айтады: "Мама, екеуміз сөйлесеміз ба, жоқ солармен отырасыз ба, онда немене келдіңіз деген кезде жай ғана өшіріп қойып соды. Балам сөзін тыңдап отырам, бірақ миым ар жақта өзім жаңа оқушыларымда соларда болып тұрады. Енді мен әрине жалғызбын, шәкірттерім көп, бәріне бірдей жете бермеуім де мүмкін. Бірақ енді мықты қазір шәкірттер дайындап жатырмын. Білімді мен еш уақытта қызғанбаймын. Әсіресе қазақ халқынан қызғанбаймын. Осы қазақ аудиториясының, қазақ халқы осыны жақсылап игеріп алып, жаңағы мықты бәрі шетіне космоэнергет болып, кез келген ситуацияда қорықпай, ойланбай, сықайып қарсы алып, жаңағы өздерінің осы каналдарымен жайғастырып отырса деймін. Бар жаманшылыққа төтеп беріп дейсіз ғой. Жақсы. Рахмет сізге, Раушан ханым, бізге уақыт бөліп келгеніңіз үшін. Космос достарыңыз көбейе берсін. Өзіңіз парақшаңызда үнемі сөйтіп айтып отырасыз ғой. Сәттілік сізге. Рахмет. Қымбатты көрермен, біздің сұхбатымыз осымен аяқталды. Келесі сұхбатты күтіңіз.